бүкіл әйелдерді олар құлдар ретінде қарайды. Біздің жетістігіміз емес, мүмкін біздің кемістігіміз шығар. Кемшілік, ауру, бұлар жаңағы бір біздің жазамыз дегеннен гөрі. Сол ғой енді, бәрібір ғой, сол жерде ғой. Бәрібір емес қой. Бізде ондай өмір ошатындай да жер жоқ қой оларда. Дінді былай қойыңыз. Адамның табиғатына салса дұрыс бола ма сол? Феминистердің істейтін сол. Осы құндылыққа біз келмейінше, біздің көретін күніміз бұл бергі жағы болады. Деген бәрі өтірік болады. Оның бәрі өтірік. Фрейдке мен де қарсымын. Сіз өте қолдаймын бұл жерде. Фрейд құрсын. Фрейд құрсын. Феминистер құрсын деп айтасаңызшы. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен Дін талқы жобасының 5-ші санын түсіргелі отырмыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз ислам және феминизм. Білесіздер, қазіргі таңда біздің қоғамымызда көп талқыланатын, талқыға түсетін тараптар жаңағы бір-біріне қарсы аргументтерін келтіріп, өздерінің ойларын ортаға салып жататын, күн тәртібінен әлі күнге дейін түспейтін маңызды мәселелердің бірі ол әйел құқықтары мәселесі. Осы себепті де біз осы тақырып төңірегінде сұхбат жасауға шешім қабылдаған едік. Сол себепті бізде бүгін қонақта оң жағымда отырған әлеуметтік желілерде танымал, жаңағы TikToktан, басқа да әлеуметтік желілерден білетін боласыздар. Ағамыз имам Нұрлан Қажы. Қош келдіңіз аға. Сосын сол жағымда отырған біздегі жаңағы әлеуметтік желіде танымал, Facebook қолданушылар көптеп біледі деп ойлаймыз. Гүлзада ханым, Феминита KZ ұйымының негізін қалаушылардың бірі. Қош келдіңіз. Рахмет. Амансыздар. Сонымен енді сұхбатымызды бастайтын болсақ, ал сіздер біздің каналымызға тіркеліп, өзіңіздің достарыңызға біздің подкастты ұсынуды ұмытпаңыздар. Енді жаңа айтып отырғанымыздай, қазіргі кезде көп талқыланатын мәселе, енді ол заңды деп те ойлаймын. Біз жаңағы тәуелсіздік алып, өзіміздің мемлекеттігімізді құрып, осы даму векторымызды анықтау кезінде енді бұл күн тәртібінен түспейтін мәселелердің бірі ғой, қанша дегенмен де. Сол себепті де енді талқылаулар өте көп болу керек, әлбетте, өйткені біз білеміз жаңағы талқыланбаған, халықпен кеңесілмеген, басқа да жаңағы бір жақта кеткен шешімдер ешқашан түбі жақсылыққа бармайтын. Сол себепті енді осы жайлы бір айтып өтсек, сіздердің жалпы ұйым мысалға немен айналысады, қандай бағытта жұмыс жасайды, осы әйел құқығын қорғауда қандай жаңағы шаралар қарастырады деген ғой? Біз негізі өзімізді адам құқығын қорғаушы, оның ішіндегі адамдардың ішіндегі әйел деген қоғам бар. Сол әйелдердің құқығын қорғауға, оның ішінде өте қатты кемсітуге ұшырайтын ЛБК әйелдер деген бар. Лесбиян, бисексуал, квир әйелдер деген. Сол әйелдердің құқығын көптеп талқыға саламыз. Соны әртүрлі алаңдарда талқылаймыз, соны қарастырамыз. Құқығы бұзылып жатса, сол туралы мәселе көтеруге тырысамыз, көмектесуге тырысамыз, сондай жағдай болған кезде. Жалпы одан да басқа жалпы әйелдерге қатысты мәселелерді көтеретін кездеріміз болады. Ол мысалы әйелдерге тыйым салынған мамандықтар тізімін алып тастауға біраз жұмыс атқардық. Одан кейін қазір әйелдердің мемлекет басқару ісіндегі 50% үлесін болдыру туралы бізде Қазақстанда алға қойған мақсаттар бар. Сол мақсатқа жету үшін әйел қоғамына қалай дайындалу керек, соған қалай өздерін сол жерден табу керек, қалай өздерінің үлестерін қоса алады, қалай жолдар бар, қандай заңдар бар, қандай бізде қабылданған бағдарламалар бар. Сол туралы біз қазір мәселе көтеріп жүрміз, соны талқыға салып жүрміз. Онымен қатар соның бір ол саяси сауаттылық негізі. Саяси сауаттылықты көтерген кезде бізде саяси құқықтың біреуі жаңағы саяси және азаматтық құқықтың біреуі митингілер жасау. Біз митингі ұйымдастыратын себебіміз, сол феминистердің митингісін ұйымдастыратын себебіміз әйелдердің сол саясатқа, азаматтық құқықтарын білуге үлесін қосу үшін
жасайтын шараларымыз сол. Енді бір сөзбен айтатын болсақ, жаңағы негізінен либералды феминизм ғой сіздердің бағыттарыңыз, иә? Саяси құқықтар негізінен. Феминизмнің түрлері әртүрлі. Сол феминизмнің ішінде біз интерсекционалды, инклюзивті феминизм деп атаймыз. Өйткені кейбір басқа да түрлері болады. Мысалы, көп адамдардың білетіні бұл радикалды феминизмдер деп атайды. Мысалы, қандай да бір ағым болсын, қандай да бір жаңағыдай адамдардың ұйымы болса, соның ішінде бір тобы шамалы радикалдау болады. Солар арқылы сол топ негізі көзге түсе бастайды. Ал оның ішінде әртүрлі адамдар болады. Және негізі қандай да бір бағытта жұмыс істейтін адамдардың. Соның феминистердің ішінде біз интерсекционалды дейтініміз әртүрлі жағдайда кемсітілетін жағдайлар болады. Мысалы, егер де мысалы сексуалды бағытына немесе гендерлік сәйкестігіне қарай кемсітілетін әйелдің оның мүгедектігі де болуы мүмкін. Немесе ол ауылда тұратын әйел болуы мүмкін. Тағы да сондай интерсекционалды деген сөз әртүрлі жағдайда кемсітіліп жатса, немесе ұлты мысалы жергілікті көпшілік ұлт емес, мысалы азшыл ұлттан болуы мүмкін деген сияқты мәселелер бар. Сол кезде интерсекционалды феминизм деген сол мәселені жалпы бір тұтастырып қарауға арналатын либералды феминистердің бір түрі ол. Жақсы. Сіздің жауабыңызды білсек аға. Сіздің көзқарасыңызда феминизм деген не? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу саййидил карим ва аля сахби ажмаин. Ама баъд. Ассаламу алейкум, құрметті қонақтар және көрермендер. Жалпы біз мына 30 жылда, еліміздің осы тәуелсіздігінің 30 жылдығында біршама белесті өткіздік. Соның ішіндегі мына дін қызметкерлерінің уағызы тек қана бір беткейді қамтыды. Біріншіден тек қана мешіттің ішіне келген, өзі бас иіп келген адамды қамтыды. Екіншісі тек қана жаңағы жәннет ананың аяғының астында деп тек қана бір адамды көтеріп, басқаны соның көлеңкесінде елемеуге алып келді. Шын мәнінде осыған келді. Негізі дін олай бөліп жара қарамайды. Барлығына тең өзінің құқы, орны, дәрежесі, мәртебесі, құрметі болады. Ананы сыйлаған дін әйелді төмен түсір демейді. Қарындасты төмен аяққа бас демейді. Бауырмен жақыннан бөлін демейді. Елден, жұрттан жырағылан демейді. Бұл бәрін бірге қамтиды. Сол бір жақтық болғанның нәтижесі шығар. Бүгінгі таңда осы топтар, осындай көзқарастар, пікірлер көріне бастады. Біз өзі кеңестің совет саясатынан шықпай жатып, батыстың саясатына кіріп кеттік. Соған қызығып, құрметпен қарадық. Өйткені өзіміздің кешегі өткен ұлы бабаларымыздың осы дархан жерімізді қорғаған даналарымыздың құнды қасиетін елемедік біз. Оны дұрыс пайдаланбадық. Мүмкін дұрыс тек қана жаңа мен айтқан бір бағытта ғана менің айтқаным дұрыс. Мысалы, еркек па үйдің иесі менің ғана болады деп, оның нәтижесінде әйелдердің құқы тапталғаны рас, кішкене көңіл бұрылмағаны рас. Алла тағала тек қана бір адамды көтеріп, еркекті дұрыс, еркек қазақ айтады, байталшы байға алмайды дейді. Бірақ бұл жердегі сөз әйелді аяққа тапта деген сөз емес. Ол өзін шешесін құрметтеген адам, сенің балаларыңды да әйелің, балаларың да анасы болды, ол да ана. Сол сияқты қарындас та әйел кісі. Соның нәтижесінде жаңағы бұл басында совет үкіметінің жаңағы теңестіреміз деген, мына өз құдай теңестірмеген бес саусақты теңестіреміз дегеннің нәтижесінде туындаған дүние. Әйел адамның құрметі бар, ол да жұмысқа араласу керек, ол да бір қоғамның бір белді бір мүшесі. Атамыз қазақ оны бір сөзбен жинақтап айтқан ғой, бір қолмен бесік тербетеді, бір қолмен әлем тербетеді деген. Сондықтан осындай оқылықтардың нәтижесінде бізде осындай топтар, ағымдар, әлбетте олардың да шығу керек уақыты болған шығар. Өйткені біз үшін құндылық басқа нәрсе деп есептелінді да. Жаңағы шариғаттың өзін кішкене бұрмалап деп айтпай-ақ қояйын, бірақ дұрыс жіті түсінбегендіктен, өзіміздің құндылықтарымызды дұрыс аңғарып қарамағандықтан, қазақтың бір жақсы ескі сөзі бар, әңгі дейді. Әңгі деген мынау филологияда не деген сөз? Еліктеуші деген сөз. Еліктеушілік болып, соның нәтижесінде жаңа қыздарымыз
мүмкін оның отбасыдағы көрген зорлық зомбылығы бар, әкесінен көрген қорлығы бар, қоғамның түртпегі бар. Бұның бәрін жинап келгенде экономикалық жағдайымыздың қиын болған тұсы ол да бар. Соның нәтижесі көтеріліп келіп, мына бір осы жағдайларға душар болды. Бұл нәрсе бар, бұл нәрсе мойындау керек. Бұл нәрсе бұл ерте ме кеш пе болатын еді. Өйткені біз жаңа айтқандай тек қана бір бағытта айта берсек, мысалы қайық қой, қайықтың екі ескегі болады. Біз тек қана бір ескек тұра берсек, алға жылжу болмайды, бізде тек қана бір орын айлану ғана болды. Сол 30 жылда орынды айнала бердік, езеп едік. Соның нәтижесінде көп мәселеден жаһаннан да қалып қойдық десем артық емес. Сол үшін бұл жерде феминизм бір басқа, қазіргі кейбір түсініктерде феминизмге ғана тартылады. Феминизм бір басқа, гендерлік саясат басқа. Әйелді жаңағы апайда айтып отыр ғой, мына әйелдердің жұмысқа араласу керек, неге араласпау керек? Әйелдің өзінің орны болады. Ошақ қасынан ертеден қара кешке дейін жаңағы кухняның қасында отыра берсін деп ешкім айтпайды ғой. Бірақ десе де әйелдерді сол қоғамға үйлестірген кезде бұны феминизмге апарып қоспау керек. Бұны гендерлік саясат, бұл мемлекеттің өзінің ұстанған саясаты. Бірақ әйелдің өзінің құрметі болады, орны болады. Мысалы айтайық, жай ғана мысал айтайын. Саудада отырған әйел менен офисте отырған әйелдің екеуінің айырмашылығы жер мен көктей болады. Демек, қайсы әйелдің табиғаты базарда тұрып, бүйтіп майысып, сәлеметсіз бе деген саудагерді көріп пе едіңіз? Мысалы, кез келген рынокқа, базарға барыңызда, базарда сөйтіп сізге сондай қарайды, көп болса бір күн, екі күн. Оның өзі қымбат зат сататындар да болады. Ал күнделікті қымбат бутикте тұратын. Қымбат бутикте тұратын. Әдемі киім киген. Ал неге? Демек, адамның, әйелдің өзінің табиғаты, мысалы, қасапхананы айтайық. Қасапханада мал сояды. Мал сойған жерге әйелді кіргізсе, әйел мал сойышы, енді бар ғой, накачанный әйелдер. Сонда накачанный әйелдер мал соя берсе, немесе спортның фитнес жаңағы штанга көтере берсе, оның табиғаты соған лайықты болмай ма? Сол үшін қызымыз белгілі бір биязы, белгілі бір өзіне тән сұлулығы да болу керек шығар. Мысалы айтайық, шашын тықырлап алып тастап, мына жерден панкі шаш қалдырып қойған әйелді көрген кезде біз қандай пікірде қараймыз? Күшті қыз екен демейміз ғой енді. Әдемі қыз екен демейміз енді. Ол түсінікті нәрсе. Біздің қазақ табиғатына жат дүние бұл нәрсе. Бізді осы кезге қазақты жоймай алып келіп, бізге аманат қып берген аталарымыз, кешегі қан майданда жан берген бабаларымыз, ол бізге ұлы құндылықтарды беріп кетті. Ол қазақтың дәстүрі ұстанып келген ғасырдан адастырмай алып келген өзіміздің қасиетіміз және осы дініміз. Екеуі бір жерде, дін менен дәстүр екеуі бір жерден алып келді да бізді осы күнге жеткізді. Бірақ соны дұрыс ұстанбай, яки болмаса тек қана бір бағытын ғана ұстанып, тек қана мынау ғана дұрыс. Жаңағы мысалы тек қана арабтардық сияқты болуымыз керек, немесе Саудия болуымыз керек, Пакистан болу керек, немесе және қазіргі жалған ұрандардың қатарында тек қана мен қазақпын деп көкірегін ұрып, Абайды алға қойып, бірақ Абаймен бір абайшыл азаматпен сөйлескенде Абайдың қай қара сөзін жатқа білесің десем білмейді, домбыра білесің десем білмейді. Анда неге Абай қай дінді, қай хадисте айтқан кітабында қара сөзін десем оны білмейді. Ал енді тұрып мен қазақпын деп, ол просто ана воздух бет өкпен ұра бергеннен жет шығып кетеді болды. Сондықтан меніңше болатын болса шынайы патриот болсақ жақсы болады. Ал енді мына қазіргі қоғамдағы бұл пісіп жеткен нәрсе, бұл біздің жетістігіміз емес, мүмкін біздің кемістігіміз шығар азаматтардың. Яғни түйіндейтін болсақ, осы айтқан сөзіңізде біздің қоғамның мынау 30 жылдық сыңар жақтығынан туған дүние дейсіз. Әлбетте, кемістігінен. Бұл жетістігінен келген жоқ біз. Қазақстан жетісіп бүкіл әлемге жаңағы 30 дамыған мемлекеттің ішіне әйтеуір қалай кіріп кеткенімізді білмейміз, кіріп кеттік қой әйтеуір. Солардың ішінде жүрміз ғой қазір. Сол дамығанның нәтижесінде біз басқа жағынан дамымасақ та, осы жағынан қатты дамып жатырмыз. Енді жасыратыны жоқ, бұл капиталистік нәрсе біздің қазақтың өзінің дәстүріне, дүниесіне сіңбеген дүние. Кезінде сол мемлекеттер меніңше бізден үлгі алған. Біздің елімізде мекен тапқан өзге ұлттар сол шетелге қашқан жоқ бәрі. Осы біздің осы елге тұрақтанды. Сондықтан бұл сол даналарымыздың, бабаларымыздың қасиеті, түсінігі, кеңдігі және өзінің ұлы құндылығының арқасында деп есептеймін. Осы қасиетке біз оралмайынша, осы құндылыққа біз келмейінше, біздің көретін күніміз бұл берік жағы болады.
қазір феминизмнің жаңағы бірнеше түрі бар ғой. Жалпы феминизм деген батыстағы бір бұл былай общий жалпы түсінікті алғанда бұл бір жаман нәрсе емес. Әйелдерді қорғау, әйелдің правосын қорғау. Жалпы дұрыс дейсіз ғой. Жалпы сөз дұрыс. Бірақ біздің табиғатқа келе ме келмей ме? Қазіргі уақытта осыны қолдау, біздің жастарымыз неге феминизмді әйелдер қолдады білесіз ба? Өйткені оларға беретін альтернатива жоқ біздің еркектерде. Оның өзінің діңгегі бос. Беретін адам еркек үйде әйеліне, жанұясына бір нәрсе берсін, оның өзінде бір азық болу керек. Сол азық оның өзінде жоқ, рухани діңгегі бос оның. Сондықтан ол ертеден қара кешкенен телефонға үңілсе, ертеден кешкенен өзі аңдыған әйел болса, көше қаңғып жүрсе, баламен шаруасы болмаса, баланы тәрбиелеген осы телефонмен баланы тәрбиелеген көше болды. Оның несін оны жасырамыз оны. Сондан кейін барып осындай нәрселердің туындауына себеп болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, уақыт бұзылған сайын адамдарда не бір осындай жағдайлар өте көп болады. Бұл белгі жағы. Феминизм деген әйелдерді теңестіру, не дінде жоқ па не бұл нәрсе? Ата бабамыз жоқ, әйелдерді қамап, ертеден қара кешкенен қазақ үйдің ішіне қамап, аңға кетіп қалған жоқ қой? Малдың артында жүрген жоқ қой? Ойдың шаруасы тұрмақ, елдің мәселесін. Кешегі Кенесары атамызға және Әбілқайыр атамызға Боп анамызбенен, мысалы айтайық, жаңағы Күнімжан аналарымыз кеңес берген керек кезде тарихта. Демек, олардың орны болған сөз ғой. Бұл арқылы біз не түсінеміз? Әйелдерге құлақ асқан деген сөз. Қазір біздің әйелдерді біз адам орны көрмейтін жігіттер өте көп. Кеше көшеге шыққанда джентльмен, үйге келгенде әйелін ұрып соғатындардың осы нәтижесі осындай болғаннан әйелдеріміз жаңағы маған мынау әлеуметтік желіде қайырылған мыңдаған әйелдердің ішіндегі мен сізге айтайын 9-шы этаждан секіргендерді әлі айтпай ақ қояйын мен. Ұрылған, соғылған, құқығы тапталған, жылап еңіреп отырған, тамақ тауып киім алып кие алмай отырған жоқ па не бізде? Баршылық. Осының жазасы ретінде жазасы деп түсінуіміз керек. Осындай нәрсе шығар, ода тұрған ештеңе жоқ. Біз осындай нәрсеге дайын болуымыз керек. Енді бұл нәрсені түзеу үшін қазақ айтпақшы бесігін түзе дейді. Сондықтан бесікте бұл нәрсе. Сіз келісесіз бе осы айтылған пікірмен? Енді кейбір сөздеріңізге келсем, жаңағы мәселе бар, сосын жаңағыдай әртүрлі зорлық зомбылық бар. Сол себепті әйелдер өздеріне бір шешім іздейтіні рас. Бірақ енді сіздің көзқарасыңызбен қарасақ, барлық адам бірдей көзқараста, бірдей дін ұстайтын, бәрі бірдей салт дәстүрді ұстап жүрген сияқты қылып көрсетуге болмайды. Ол негізі шындыққа жанаспайды. Осы Қазақстанның халқы кезіндегі кеңес дәуірі біткеннен кейінгі өзіміздің осы 30 жыл тәуелсіз болып өмір сүрген кезде әртүрлі тәжірибені жасадық. Сіз ғана өмір сүрген жоқсыз, мен де тура сол 30 жылды басымнан өткердім. Мен бір жерде былай бір бұрышта тоқтай тұрып, сіз жұмыс істеп жатқан кезде біз күте тұрайық, бұл кісілер істеп алсын, сосын осы кісілер бітірсе, сосын соған бірдеңе қойып дайын асқа тік қасық болып келейін деп келген жоқпыз. Әйелдерді тура сол 30 жылда бірге өмір сүріп келе жатыр. 30 жыл бұрын туылғанда, 30 жылдан алдында 30 жыл бұрын туылғанда барлық әйелдер бірге осы 30 жылды бірге өмір сүріп келе жатыр. Сосын жаңағыдай феминизмді осындай бір сөздер қолданыңыз, жаңа енді дерогаториялық, жаңағыдай кемсітілетін сөздермен жаңағыдай осындай пайда болды, бүйтіп қалды деген сияқты негізі. Келсіз бе жаңағы біздің жазамыз деген феминизм? Иә, жазамыз деген сияқты сөздер. Негізі мысалы мен дінді тура сіз сияқты сынай аламын да. Ол да адамдардың қоғам болып ойлап тауып кезінде мысалы ертеректе феминизмнен бұрын ертеректе ойлап тауып сол жерден бастап қолданып патриархатты өмірді жаңағыдай қоғам болып қолданып өмір сүрген кезде пайдаланып келген ол да бір конструкт, әлеуметтік конструкт. Ол да бір атамыз заманнан бір неандерталь кез ба, бір мысалы миллиондаған жылдан бұрын келе жатқан деп айта алмаймыз да. Сосын жаңағыдай атам қазақ деп айтқан кезде де мысалы әртүрлі жағдайлар болды. Қазақтар да әртүрлі жағдайларға бейімделе білді. Кеше мысалы 70 жыл атеист, коммунист болған заманда талай аталарымыз, осы қазір ата болатын шығар енді қазіргі, солар коммунистпін деп айтты, атеистпін деп айтты. Сондай да кездер
басымыздан өткізген кездеріміздің бәрін жұмып қойып, көзімізді жауып қойып, олар болған жоқ. Біз баяғыдан осы Кенесары айтқан кезден бері осылай келе жатырмыз деген бәрі өтірік болады. Оның бәрі өтірік. Сосын дінді қудалағаны рас. 70 жыл бойы қазір тура Қазақстанда, егер де сіз біле білсеңіз, дінді өте қатты қудалайды осы мемлекетте. Феминистерді қудалағаны ол жолда қалады. Дінді ұстануды, дін еркіндігіне бізде мемлекет өте қатты қысым көрсетеді. Мысалы, біз феминистер жан жағымызда не болып жатыр, оны да біз қарап отырамыз. Яғни сіз сондықтан дін біздің әйелдердің құқығын патриархатты қолдайтын болғандықтан, әйелге қысым түсіретін болғандықтан, оған біз қарсы тұрайық, бұлардың бәрін құртайық деп қарсы шықпаймыз. Түсінуге тырысамыз. Феминистердің істейтін сол. Әйел болғаннан кейін бізді кішкентайымыздан тәрбиелеген кезде біз барлығына қамқор болуға тәрбиелейді. Оны әйелдердің әлеуметтік социализациясы, әлеуметтенуі деп аталады. Әлеуметтенген кезде бізге бәріне қамқор бол, біреу жылап жатса жұбат, біреудің бірдеңесі қанап қалса соны байлап бер деген сияқты. Сол себепті біз көбінесе әйелдер ұйымдасып бірдеңені талқылаған кезде ылғи да басқаларды қараймыз. Неге мысалы баланың құқығын қараған кезде, тағы да басқа құқықтарды қараған кезде, мысалы табиғаттың құқығын қарасаңыздар, ылғи әйелдер толып жүр. Сол жерде сол құқықты қорғап. Соның ішінде менің адам құқығына байланысты шараларға қатысқанда байқағаным, дінге байланысты өте қатты қысым бар дейсіз. Қысым бар. Сосын дінге байланысты мемлекет адамдарды террорист, экстремист деп қудалаудың түрі бар. Соны мысалы, егерде сол мәселені шешпей тұрып, феминистерге бүкіл ашу-ызаны феминистерге, әйелдерге, немесе өзін әйтеуір бірдеңе алып шығайын деп жүрген әйелдерге, кемшілік, ауру, бұлар бір біздің жазамыз дегеннен гөрі, бірінші ана мәселе. Кім қудалады, айтыңызшы? Мемлекет қудалады. Қай жерден алдыңыз? Мысалы, мешітке барған, дінге барған, қай жерде қудалады? Мен сізге айтайын, қай жерде қудаланды? Мысалы, қараңыз, егер бізде заң бойынша, сіз айттыңыз басында сөзіңіздің, мешіттің ішінде ғана таратамыз деп. Неге мешіттің ішінде ғана таратамыз? Өйткені бізде заң солай. Бізде заңда сіз діни миссионерлікті бір аттап шықсаңыз ана жерге, сөйтіп шығып таратсаңыз, қандай да бір дін болсын, сізді КНБ келіп, ұлттық комитет келіп, мынау заңды бұзды деп апарып экстремист қылып қамауы мүмкін. Сол кезде мысалы, егерде ол қоғамда көмектесетін адамы жоқ болса, ешқандай бір несі жоқ болса, сол күйі кетеді. Ешқандай әлеуметтік байланыс жоқ адам болса жақсы, ұстап алып қамап қойған оңай. Сол себепті діни адамдарлардың тек қана мысалы мұсылман дінінің әртүрлі түрлері бар ғой. Соның мысалы өткенде екі үлкен, біреуінің жасы менімен жасты, біреуі мен қасымда Жанар деген қыз бар ғой. Сонымен жасты, екеуім, мысалы мен соны көрген кезде, мысалы қатты жаным ашиды. Қудалады ма сол кісілерді? Сол кісілерді қудалап соттады. Олардың себебі WhatsApp-қа кіргендағы Құрандағы әйелдің орнын талқылап түсінейік деген бір не ұйымдастырған әйелдерге арнап. Сөйтіп соны нағылып отырған. Чат ашқан ба? WhatsApp-та чат ашып, әйелдер жинаған, кәдімгі өзі сол дінді ұстанатын әйелдер. Тек қана әйелдерді айтқан үшін бізде меніңше соттай қойған жоқ. Мен сізге айтып тұрмын ғой, азаттықты қараңыз, екі әйелді соттайын деп зорға дегенде, екеуінің бала шағасының бар екеніне қарап, оларға шартты түрде бір 7 жыл ма, 3 жыл ма, сондайға не қылды. Оның алдында сол кісілердің енді ер адамдар бар ғой, тура сол мұсылман дінінің, ислам дінінің сол бағытын ұстанатын, сол әйелдердің біраз еркегін 7 жылға соттап жүрген. Тура сондай, олар да жиналып, өздерінің бір діни іс-шараларын өткізген шығар, ритуалдарын, оларға айтып тұрмын ғой, оларға экстремист деген атпен. Енді бекерден бекер бізде жоқ, 7 жылға соттап жібереді. Бекерден бекер соттамайды деймін. Бекерден бекер соттайды. Өйткені әлеуметтік, егер байланысың аз болса,
сонда соттайды. Егер де сен көмектесетін, артыңнан жүгіріп келіп қолдайтын адамың болса, онда әрине соттау қиын. Ал егер де сен жалғыз жалпы болсаң, сен сотталып кетіп жатқаныңды ешкім білмейді. Айтып тұрмын ғой, жаңағыдай план бар. Мен бұның бәрін алып отқан себебім, неден алып отырмын? Жаңағы адам құқықтарының бізде кездесулер болады. Минюстқа барамыз. Минюстта отырып, діни организациялардың келіп, ұйымдардың келіп, осындай жағдай болды. Bir сағатта ұстап алды да мені соттамақшы болды. Сіз діндарсыз ба? Діннен хабарыңыз бар ма? Мен діннен хабарым жоқ. Енді қараңыз осы жерде. Сіз бағана қызға сотталған адамдарды мен неден бақылап көрдім. Жоқ, дұрыс. Енді соларды мысалы соларды қудалады. Сіз діні маман емес. Мүмкін оларды сол сіз айтқан чатында мүмкін өздері ашып бір теріс мемлекетке қарсы, қазіргі құрылымға қарсы, біздің дәстүрімізге қарсы, салт санамызға қарсы елдің ішін улайтын мүмкін теріс нәрсе бар шығар. Жоқ, бекерден бекер ұстауға барып қамай салды ма? Менің ойымша олар жаңағы микрофон чуть-чуть бой. Менің ойымша олар жаңағы экстремист террористерді аулау деген жоспарды орындау үшін соттады деп ойлаймын. Ол мәселе өте адам құқығын қатты бұзатын нәрсе. Мысалы, діни еркіндік деген бар ғой бізде, заң бойынша. Сол діни еркіндікті бұзып отыр ғой ол жерде. Діни еркіндік, мысалы, өздері егерде мысалы біздің мемлекеттің жаңағы ұлттық қауіпсіздік органдары бақылаудағы дін болса, сол кезде ғана өмір сүруіңе болады. Ал егерде сәл бір шақ былай кетсең, онда сен ол адамдардың бір шақ былай кеткенінің, жаңа сіздің айтқаныңыз бойынша бізде енді адамдар өздерінің шама шарқынша ұйымдасып, бір-бірімен пікір таласып, пікір алмасып, жаңағыдай әлеуметтік бір-біріне байланыс құрғысы келеді ғой. Бар ғой ондай нәрсе. Мысалы бізде партия құруға рұқсат бермейді. Партия құрам десеңіз бәлеге қаласыз. Жоқ, жалпы. Партияға бірге алмайсыз. Профсоюз құрайын десең, профсоюзға. Енді қалай бірігеді адамдар? Дін бойынша бірігу мүмкін, немесе басқа да феминистер сияқты бірігу мүмкін. Әртүрлі бірігудің жолдары бар. Ол енді мысалы жаңағыдай бірге қалған адамдарға келіп, сен біздің жаңағы мемлекетімізді құртайын деп жатсың деп тиісуін менің ойымша өте адамның жаңағыдай бірігу деген құқығымыз бар. Біздің бірігуге де құқығымыз бар. Әртүрлі саяси бірігуімізді әрине бұзып жатыр, профсоюз болып бірігуді бұзып жатыр, бірақ бұлай жалпы бірігу деген оны да бұзып жатыр деп ойлаймын. Енді қараңызшы, бізде мысалы мешіт елімізде жаңа өзіңіз айтқан діни сенім бостандық заңымыз бойынша, конституциямыз бойынша дін еркіндігі бар бізде. Бірақ біздің мемлекетіміз тарихта мойындалған имам Ағзам Абу Ханифа мазхабы жолымен жүреміз. Енді қараңыз, мешіттегінің барлығы имам Ағзам Абу Ханифа емес, мен сізге айтайын. Мешіт бәрі емес. Тура өзінше хадиспен оқитындар бар. Имам Шафи, біз оларды қудаламаймыз. Мешіттің ішінде олар өздері жиналады, бірге отырады. Бізде ол нағыз толеранттық, осы мешіттің ішінде біз қудалап, сен бүйтіп аңды бүйтіп, неге қолыңды бүйттің, басына бүйттің деп бізде ондай тиісу жоқ. Егер бұлар біздің мемлекеттің қазір жүргізіп келе жатқан саясатына, мысалы мемлекетке не керек, тыныштық керек. Мешіттің ішінде бұлар тұрып алып, мысалы қараңызшы, бір мешітпіз. Біреу қолын былай қарап оқыса, біреу былай қарап оқыса, біреу былай қарап оқыса, мен өзім білем. Это мое право. Мен сіздің мешітте қалай жоқ, мысал деймін да. Сұрағым жоқ. Жоқ, мысал деймін да. Мен оның бәріне келісемін. Дұрыс емес қой. Енді сонда біз айтамыз, бізде тәртіп былай. Бірақ сен өз үйіңде, жанұяңмен, өзіңе тиісті адамдарыңмен талқылауға біз ешқандай сені қудалауымыз жоқ. Тура сол сияқты мемлекеттің де бұл жерде қудалауы жоқ. Мүмкін мен не үшін айтып отырмын, апай? Мүмкін сіз білмейтін шығарсыз, сіз қорған адамдарыңызда ертең мүмкін осы қоғамға, сіздің дәл перзенттеріңізге, бауырларыңызға теріс алып келетін, оның жаңағы жылағанына, көзінен жас парлағанына, немесе бүйтіп үңкиіп отырғанның түбінде мүмкін терроризм бар шығар шын мәнінде. Жоқ па? Жоқ. Менің ойымша, сіз оны білмейсіз ғой, жоқ білесіз ба? Менің ойымша, енді жаңағы менің тура айтқан екі әйел, мен жас, біреуінің жасы менімен қатар үлкенінің, кішісінің жасы Жанармен қатар 10 жас кіші. Сол екі әйелді мен жаңағы бір террорист болып құртайын деген сияқты бірдеңе ұйымдастырды деп ойламаймын. Олар жаңағы Құрандағы әйелдің орнын түсінуге тырыстық деп енді өз сөздері. Өз сөздері енді, ол өз сөзі. Сонда сіз сонда біздің мысалы барлық адамға неге соншалықты күдікпен қарайсыз? Мысалы мен сіз екеуіңізден ешқандай жау көрмеймін. Мен де жау көріп тұрмын. Ешқандай
күдікпен Мен қарағым де келмейді. жоқ, Ешқандай Қазақстанның азаматына күдікпен қарағым келмейді. Өйткені Дұрыс. ол қылмысты жасамайынша. Дұрыс. Дәлелденбейінше ол. Дәлелденбейінше. Иә. Мысалы, бізге ана Қарағандыда мешіттің ішінен адамдарды алдап, ана жерде гейлер концерт қояйын деп жатыр екен, соны барып ұрамыз деп шақырып алып келіп, бізге шабуыл жасаған кез болды. Көрдіңіз бе, мешіттің ішінде сондай да пайдаланатын кездер Мүмкін сіз болады. қорғаған адамдар шығар сол. Мүмкін сол сіз қорғаған адамдар шығар. Мен негізі барлық адамның құқығын қорғалғанын қалаймын. Жаңағы дін ұстанам десе дін Осы сөзіңізге ұстансын. бізде тура осындай әңгіме болады. Біз барып шашын жұлайық, олардың погонын жұлайық, басын жұлайық, чабайық деп сіздер айтқан кезде, мысалы, феминитаны жасады. Біз мысалы ресми біз имамдар, дін қызметкерлер, қойындар, біз жабай джунглиде емеспіз. Біз тәртіп бар, ереже бар. Ол өзінің ойын айтып жатыр. Енді ол заң бұзып жатса, бізде өзі құқықтық мемлекетпіз ғой. Құқықты қарайтын адамдар бар. Дәл. Ал енді сол дауыспен жалаң айғайлайтын, бағана просто көкіректі ұратындар емес пе мүмкін сіздер сол жерге ұрғандар? Мүмкін. Олар енді сіз соларды қорғап жатсыз ғой. Мен олардың мені келіп ұрғанын негізі, мені келіп ұрса егерде, оны мемлекет қорғау керек та. Сол кезде мен мемлекетке өйткені мен шағым түсіремін. Мен айтамын, мысалы, мына адам ол мысалы дінді жамылып келіп ұруы мүмкін ғой. Мысалы діннің атына кір келтіріп ұруы мүмкін. Өзінің бір ішіндегі бір проблемасы үшін көрінгенге тиісетін адамдар болады бір. Өзінде бір оның мәселе бар. Ол психологқа бару керек па, әлде жаңағыдай дінге кіріп 5 уақыт намазын оқып өз-өзін тыныштандыру керек па, әйтеуір бірдеңе істеу керек. Негізі ол өзімен жұмыс істеу керек адамдар. Жаңағы негативін басқа адамдарға шығаруға негізі өздері солай келеді өзі. Сол кезде оған араша болатын кім болу керек? Ол мемлекет болу керек. Оған сізден де көмек сұрап мен жасасам, онда мысалы мен қазір бір отряд құрсам, мені қорғайтын. Жаңа өзін ұнамайтын адамдарды ұрып келші дейтін сияқты болмайды ғой олай. Олай болмайды. Одан да жаңа мемлекеттің құзыретінде болу керек. Сол кезде мемлекет алаттағы ешқандай қарамайды жаңағы. Кәдім бетімізден кеп тарс еткізіп ұрып кеткен адамды көре көзге соттамайды. Ұстамайды, таппадық, білмедік деп айтады. Соған қарағанда біз ойлаймыз, бұлар, мен негізі мемлекетті ұстайтын себебім, өздерінің қызметін өте нашар орындайды. Олар бараттағы мысалы діндar адамға жаңағыдай террорист, экстремист деп тиіседі. Маған келіп жаңағыдай бұлар жаңағы Қазақстанды азғырып жүрген бәлелер деп тиіседі. Әртүрлі бәрімізді қырқыстырып ұрыстырып. Сіз заңменен қудаланып жүрсіз ба? Феминист бізде. Мені қудаланып, мені жаңа ұрып кеткен кезде бізде ұйым қудалана ма бізде? Ұйым қудаланбайды. Ұйымды тіркеуге кедергі жасайды бірақ. Одан кейін жаңағыдай бірдеңе ұйымдастырып жатсақ, жаңағыдай провокация жасайды. Кім жасайтынын тауып бермейді. Мысалы МВД-ға жазамыз, анаған жазамыз, мынаған жазамыз. Бүкіл өзіміз күнде көреміз ғой, біз ана Минюстпен барып әртүрлі заңға байланысты кездесулерге қатысамыз біз. Сол кезде ол кісілердің сол кезден естіп жүргенім ғой, жаңағы діндар адамдарды қатты қуғандарын сол кезде естігемін. Мен мысалы ол мәселеге тікелей қараған жоқпын, бірақ енді мысалы бір адам баяндама жасайды, мысалы мынандай жағдайда діни адамдар қудаланды, негізі жазықсыздан жазықсыз кетті деген сияқты бір мәселелерді көргенім бар. Сосын айтып отырмын, негізі мысалы егерде жаңағыдай көмектесетін адамың болса, біреу жаңағыдай араша түсетіндей болса, мысалы феминитаға араша түсетін біздің жақтастарымыз бар. Солар әйтеуір өйтіп бүйтіп алып қалады. Азимованы танимыз біз. Жаңа Азимова бар, адам құқықтары жөнінде. Адам құқықтары жөнінде өкіл. Сол өкілді танитынымыздың арқасында ол кісі айтады, бұлар адам құқығымен айналысып жүрген адамдар. Бұлар жаңа адам құқығына байланысты біздің мемлекетте қабылданған бірнеше құжаттар бар. Соны жұрттарға түсіндіріп жүрген адамдар бұлар деп айтады. Өйткені ол біледі. Соған біз барып айтып қоямыз. Азимова, Эльвира, жаңағы өкіл, біздің жасайтынымыз, бізде мынандай құжаттар қабылдан, кәдімгі ана неде тұрған, әділет, заң KZ деген сайтта тұрған, біздің кәдімгі Назарбаевтың қолы қойған, білмеймін, енді Тоқаевтың қолын қойған шығар, кейінгі қабылдан. Соларды аламыз да өзімізге қатыссын. Міне қараңдар, әйелдерге байланысты мынандай заңдар бар. Сол ғана біздің айтатынымыз бар. Барып алып, сіздер шашыңды жаңағыдай тақырлап ал да ортасынан бүйтіп қой деп үйретпейміз. Біз айтамыз, әділет, заң KZ кіресін.
соның ішінде мынандай заңдарды бүйтіп оқисың. Қиын ғой ол. Заңды негізі заң өте қиын жазылған бізде. Соны түсіну керек. Оның қазақшасы мен орысшасы кейде келмей жататын кездер болады. Соны түсіндіреміз, талқылаймыз. Біздің кездесуде жасайтын жұмысымыз сол феминистердің, білмеймін, басқа феминистерді қайдам, ол әртүрлі феминистер әртүрлі. Мысалы, біреулер көрме жасайтын, мысалы, суретшілерді жинап алып көрме жасайды. Бізде бар ма сондайлар? Бізде көрме жасайтын феминистер бар. Кейбіреулер жаңағыдай тек қана көшедегі перформанс жасайтындар болады. Әртүрлі феминист. Шешініп омырауын ашатындар жоқ па, Путиннің алдында феминист? Олар радикалды феминистер ма? Енді білмеймін, енді бізде ондай омырау ашатындай да жер жоқ. Олар да жаңа церковьтарына қарсы шыққан түрлері. Жері жоқ дегенде омырау жоқ па, несі жоқ? Жоқ, мешіттің ішіне барып бүйтіп, жоқ, мешітке барып олай жасау үшін бізде мешіт егер де мемлекетке қосылып алып әйелдерге қатты қысым көрсетіп жатса, онда қарсыласу мүмкін. Қайта мешіт қорғайды апай. Қайта, сіздің менің түсініп тұрғаным, жаңағы біз феминистер өз арамыз айтамыз. Негізі діндар адамдар бізде, олар да қудалауға түсіп жүрген адамдар. Мемлекет негізі ешқайсымызды аяп тұрған жоқ. Бір-бірімізге қырқыстырып отқанын жақсы. Жоқ, апай, бұл жерде мен сіздің осы сөзіңізге сәл қосылмаймын. Неге? Өйткені сіз мемлекетті жақсы көресіз ба? Мен осы елін жақсы көремін. Тағы бір нем бар, уәжім бар, кейін айтамын. Мен осы елін жақсы көремін, апай. Мен де жақсы көремін. Бізді қудаламайды. Мен Қазақстанды өте жақсы көремін. Мысалы, енді сіз мүмкін бармайтын шығарсыз, мен қызмет бабымен мына түрме дейміз ғой енді. Сол жерге жиі барамын. Соны айтыңызшы, қызық. Жиі барамын. Кездесуге барамын. Сонда ішіндегі жаңа айтқан діни экстремизммен сотталған, немесе басқа барлық әйтеуір не керек? Экстремизм, терроризм бабы бойынша сотталған. Содан кейін солардың ішінен сұраймын да, сен жай, кәдімгі жай жалпы қазақ сияқты мешітке барып, тілеуіңді жасап, дұғаңды жасап, намазыңды оқып, өзінің мысалы сенің ниеттес, мүмкін пікірлес адамыңмен бірге сұхбаттасып отырсаң, сенің келіп мейлі КНБ болсын, мейлі молда болсын, басқа болсын, полиция болсын, қолыңды қайырып әкетіп қаматты ма деймін. Тұршы біреуің деймін, 300 адамнан. Жоқ, біреу тұрмайды. Ертең бәлеге қалатын, жоқ. Мен өзім жекеде сөйлесем, жекеде сөйлесем да. Ұрады ғой олар. Жоқ, ұрмайды. Мен өзімді кіріп сөйлесем. Сен айтшы, не үшін деймін. Мен дейді, Сирия, сол жердегі соғысқа байланысты, соған кеттім. Мен олардың жаңа қазақша айтқанда миы уланып, мен неге барам дейді. Сирияға барып соғысып шахид болам. Құдай жолында жан берем. Сенің Сирияға барып өлгенің қажет емес. Сен өлгің келсе Қазақстан үшін өл. Қазақстан үшін өміріңді осының үшін арна. Осының бір кірпіші болып, абай атам айтпақшы, бір кірпіші болып қалан. Сенің пайдаң балаға да, елге де, халыққа да, о дүниеде де жақсы нәрсе. Ал енді оны тұрып алып, мен бір нәрсе үшін, Сирия үшін өлдім дегендер бар ішінде, мен Сирия үшін кеттім дейді. Сирия үшін емес қой, ислам мемлекетін құрамыз. Сол ғой енді, бәрібір ғой енді, сол жерде ғой енді. Бәрібір емес қой. Жоқ, ол Сирия мемлекетінде құрып жатыр ғой ол. Біздің Қазақстан. Сирияның жерінде, шамалысы Ирактың жерінде ма? Жоқ, қараңыз. Біреу суға батып жатса, суға біреу батып жатса, мысалы да. Олар енді батады деп ойлаған жоқ, жұмаққа барам деп ойлады. Жоқ, мысалы, Тынық мұхитында үлкен жаңа тратория деген суға батып жатса, Титаник. Кімге құтқару парызы? Бізге парыз болмайды ғой, міндет емес шығар, бізге Тынық мұхитына бара алмаймыз ғой. Неге ол батып жатыр деп ойлайсыз? Жоқ, мысалы деймін да. Соқтығыста айсбергке батты, бізге құтқару міндет емес қой. Сол маңайында тұрған адам құтқару міндет емес пе? Сирияның өзінің қасында тұрған мемлекеттер жәрдем беретін адам бар ғой. Біздің енді мыңдаған шекараласпаймыз да ол мемлекеттермен. Біздің мына жақта ол үшін жанымыз ауырса, менде жасым жаным ауырады. Сіз айтқан адамдар Қытайдағы мұсылмандар үшін менің жаным ауырады, неге ауырмайды? Менде жаным ауырады. Негізі мен жаңағы Сирияға кеткен кісілерге өте жаным ашитын себебі олар біздің экономикалық өте қиындықтан мүмкін қашып кеткісі келген шығар. Осы Қазақстан. Бәрі емес, апай, қателесесіз. Кейбірі ақша үшін барғандар бар. Жағдайы жақсылары көп, апай. Кейбіреуіне ақша төлеген шығар, жаңағы сол жаққа шахид болып барғаны үшін деп. Білмеймін, әртүрлі жағдайлар бар ғой. Шахидке ақша керек жоқ, апай. Енді жұмаққа барғысы келген шығар. Жұмаққа ақша сұрамайды екен. Сондықтан жоқ, сіз білесіз ғой енді, бірақ негізі біздің жаңа отандастарымыздың біраз барғаны рас қой ол жерге. Енді қараңыз, сол жаңағы недегі түрмедегілердің біреуі бір көшеде барып жазықсыз сотталмаған. Сіз мемлекетті қаралаған дұрыс бар шығар бізде, аса ара сілтеу болуы мүмкін. Бұл өткен режимде де болуы мүмкін. Бар, ол мойындаламыз. Бірақ жалпы бұқара халықты ұстап,
қолын қайырып сен намаз оқыдың, мешітке бардың деп, сонау совет уақытысында болған болмаса, сіз айтқан сол советтен қалғандардың кейінгі тұяқтары бұл нәрсені жасамаса, жалпы біздің мына есі дұрыс, ақыл есі дұрыс, тәрбие көрген, әке шеше көрген, бір үлкенді көріп, қолына су құйып бір ата көрген түсінік қазақта, онда біреуге қиянат жасау, енді білмеймін, мен сіз айтқандай олар өздеріне ғана қиянат жасады ғой. Мысалы, мен негізі ол ер адамдарды жаңағы түрмеге қамап, әйелдерді ғана жаңағы адаптациялық орталықтан өткізеді қазір, бізде солай жасалынды. Негізі барлығын адаптациялық түрмеге қамамай өткізуімізге де болатын еді деп ойлаймын мен негізі. Ол кісілерге, енді ол кісілерді түрмеде ұстағандағы бізге не, қоғамға не пайда? Мысалы, ол кісілер дінге бас ұрған, жұмаққа барғысы келетін адамдар. Сол себепті жоқ, сіз сияқты діндар адамдар жаңағыдай өзіңіздің уәжіңізді айтып, оларды жаңағыдай мына біздің жаңағы ханафи мазхабы дедіңіз ба, сол жолмен жүрейік деген сияқты. Қылмыс бар ғой, апай, қылмыс бар ғой. Қандай қылмыс? Адам өлтірді ғой. Ана Сирияда ма? Иә. Енді ондай болса, иә, мақұл. Бекерден бекер қамап жатқан жоқ шығар. Менің ойымша, мен сөзген адам өлтірді дейді. Кәдімгі соғыста адам өлтірген. Адамның тікелей басын кестің бе деп сұрадым, анау сары, оранжевый, апельсиновый неменен. Жоқ, мен оған қатысым жоқ деді. Бірақ соғыс майданында өлтірдім деді. Неге бізге сол айтты деді, апай. Енді соларды жазасы керек емес. Сұрағым бар еді сол жерде. Бір жас кішкентай балдар болды ғой, бір жаңағыдай видеоға түскен. Мен жаңағы кәпірлерді қырамын деген сияқты әңгіме айтқан. Сол балдардың тағдыры не болды екен? Білмеймін енді, апай, мен Сирияға қатысым жоқ қой. Бірақ ол саясат, сізді біле ме десем? Саясат қой, апай. Саясат болғанда мысалы сол балдардың тағдыры не? Қараңыз, мына видео түсірген балалар, мыналар сол профессионалды нелердің өзі, съемка жасайтындардың өзі айтты. Бұл түсірілген жаңа балалардың пышақтар бүйт түсірілген, бұл кәдімгі профессиональный, кәсіби деңгейде түсірілген бейнероликтер. Бұл кәдімгі сотка телефонмен түсірілген нәрсе емес. Бұл анық террористер болса, бұл демек бұның астында апай саясат бар деген сөз. Оның астында ақша бар, саясат бар. Просто ана роликпен бет түсірсе, оны ешкім оған тыңдамайтын еді ғой. Демек жаңа мылтық пистолетпен атқаны атылмағанына дейін өзінің мамандар айтып берді ғой, қай уақытта түсірілді, жеріне дейін. Демек бұл нәрсе бұл үлкен саясат деген сөз ғой, апай. Ол соғыс саясатсыз болмайды. Немесе саясатты дұрыс жүргізбегеннен болады. Саясат дұрыс жүргізбегеннен, немесе соны асыра сілтегеннен болады. Қазақ айтады. Енді саясат жүргізбеген кім енді? Сол Сирияға кеткен біздің қазақтар емес қой енді саясат жүргізген. Сол жақтағы саясатты айтамын. Біздің балалар соның құрбаны болды. Екі түйенің ортасында өлген шыбын болды, апай. Түсінесіз ба? Енді соны әкеп біз түрмеге қамап қойғанымыз дұрыс болды ма енді? Менің ойымша жаңағы әйелдердің адаптациялық центрі бар ғой, тура сол сияқты. Қайтпай жатқандары кірді ғой түрмеге. Бәрі кірген жоқ, апай. Қайтпайды. Менікі осы идеологиям дұрыс. Кәпірлерді өлтіру керек, сізді өлтіру керек, феминистка номер бірінші, сізді өлтіру керек деді. Сіз барып оны қорғап жатсыз. Өлтірсем өлтіре бер мені. Мен оған жаным ашиды. Сізді өлтірем деп жатыр ол. Сол террористер. Біз айтамыз, ей, өлтірме. Ол апаймен мен сөйлесем, ол қазақтың жақсы апайы. Түбі қайтады ол. Біздің қазақтың қыздарының құқын қорғап жүр деп, сіз оларға түрмеде қорғап жатсалар. Бұл қалай болады? Мен мысалы оларға негізі Қазақстанның азаматы ретінде қараймын да, барлығы. Біз де солай қараймыз. Қайтып келсе, сосын енді біздің мемлекетіміз негізі зайырлы мемлекет қой, енді мысалы кейбіреулері тек қана жаңа сіз айтқан дінге кірмеймін деп мысалы қырсығуы мүмкін. Онда ол кісілерден де сен соған кіре қоймадың деп негізі түрмеде ұстап отырғанымыз негізі менің ойымша жап-жас жігіттердің тағдырына кіре қоймадың деп ұстамайды дей ме апай ешкімді қазір? Бізде зайырлы мемлекет, демократия. Мен түрмеде отырған адам бәрі бір періште деп тұрған жоқпын. Бірақ жаңағыдай осы мәселеде ол жерде мемлекет негізі өзінің кінәсін. Сізді ұрған адамды түсіністікпен қарамадыңыз ба сіз? Заңға қалға салмай-ақ соны. Жоқ, енді мысалы негізі ол жерде мен ол адамды ұстап алып түрмеге сал деп тұрған жоқпын. Бізді ұруға. Оған ең болмаса бір ауыз айту керек. Қой деген сияқты, олай жасауға болмайды деген сияқты. Сен қателестің, сендер жаңағыдай адамдарды бір-біріне қарсы қоймау керек, бір-біріне қарсы тұрмаңдар. Мысалы, сіздің білген нәрсеңіз олар да біле алады ғой, неге олар мысалы қарадан қарап өзін танымайтын, не үшін келген өлшеп білмей, қарадан қарап біреулер кеттік мыналарды ұрамыз десе жүгіріп келіп жаңағы азшылықты келіп ұрып кету. Бір азғандай 15 ба жап-жас қыздар, сосын Жанар мен екеуміз соларға мысалы тап бердік келіп. Сонда олардың мақсаты не сонда?
сонда ол жерде мемлекет бір ауыз айту керек, жаңағыдай қатты кеткендерін штраф салуға болады, мысалы хулиган бұзақылық деп жасады деп. Сондай шамалы мемлекет өзінің қызметін атқару керек қой. Әйтпесе олар келеді да қазір мені ұрады, ертеңгі күні тағы басқа біреуді ұрады. Сөйтіп рахаттанып, кешегі анау қаңтар туралы мен жаңа тағы бір айтатын мәселем дегенім, мысалы қаңтар болды кеше. Сөйтті да адамдарды көмді, жаңағы қайтыс болып кеткен, жаңағы оққа нағылып қалғандарын, жаңағы туысқандар жылап еңіреп келіп жаназасын шығарып көміп тастады. Содан кейін мен байқағаным, біразы жаңағыларды енді кейін келіп мемлекет қайттан қазып алам деді. Қазып алам деген кезде солар діни адамдарға көмек сұрады. Келіңдерші, бізді қорғаңдаршы, бұлай қазуға болмайтынын айтыңдаршы деді. Сол кезде мен жаңағыдай кеудесін соғып барып, жоқ болмайды, бұл жаназасы шығарылған адам, қазып алуға болмайды деген сияқтыны көрмегенім, ол қатты өкінішті. Мүмкін қателесетін шығармын. Егер де сіз көмектескен болсаңыз, оны айтып қойыңыз, халықтар біліп жүрсін. Бірақ негізі сол өте адамды жаңағыдай өкіндіретін бір нәрселер болды деп ойлаймын. Негізі ол кісілерді негізі қазып алуға болмайтын еді. Өзі жаңа отбасы даптардай бір жігіттерден айырып отыр. Оны жылап еңіреп кеше ғана жерге берді. Соны келіп қазып алам деген мемлекет тарапынан жасалынған өте үлкен, негізі менің ойымша адамдарға жасалған қысым болды негізі. Сіздің жақсы көретін мемлекетіңіз жамандап тастайды. Сіз сол мемлекеттің суын ішіп отырсыз. Осы мемлекеттің нанын жеп отырсыз. Осы мемлекетіміз жақсы болса сізге жақсы. Бұл мемлекеттік емес, мен бұл қазақ халқының арасында жүрмін деп ойлаймын. Негізі мемлекет бізге қызмет ету керек деп ойлаймын. Сіз қай жерден тумасыз? Мен Қызылорда ауылынан, Жаңақорған деген жерде. Ой, Жаңақорғаннан ба? Ой, Алла, Жаңақорғаннан феминистке шығады деп ойламаппын. Енді қайдан шығады деп ойлайсыз? Мен ойлағам, мына Ресей шекаралас, сол жақтардан шығады ойлаймын. Жақсы. Сіз қайдансыз? Мен осы Алматы жақтан. Қараңыз апай, кеше қаңтар оқиғасында бұл көп нәрсенің бізге бетін ашып берді. Ақыры енді бұл тақырып негізі біздің тақырып емес еді, бірақ сөйтсе де, сол ғой сөйтсе де адамдардың бұл біздің өткен уақыттан бері бүйтіп бұзылып қайнап бұрқ етіп қайнаған бір уақыт нәрсе болды. Қазақ айтады, қазақтың жақсы сөзі бар, су толқи берсе дейді, теңіз су жар құлайды дейді, ел толқыса хан құлайды дейді. Сондықтан бұл нәрсе осының деңгейіне жеткізді. Әлбетте оған жүйе, адамдар, коррупция, елдің мына күйзеліске түскені, бұның үстіне бір бас ие болмағандығы, тек қана белгілі бір қоғамның белгілі мүшелері ғана байып, қалған мүшелердің халықтың мүмкін, енді мен түсінемін, егер ел не болса, жағдай төмен болса, бірдей болса сөз жоқ. Кезіндегі үлкен ғұламаларымыз елдің жағдайына қарай нәрсе жасаған. Енді сенің жеп отырған алдындағы нанның қарабайың үлкен болса, енді елге бөлісіп берсең, көп те керек жоқ қой. Сәл бүйтіп себелеп тұрса, біздің халықтай, қазақтай, міне өзі қазақтың бір этностың бір мүшесісіз, біздің қазақтай шыдамды адам жоқ. Мысалы, сол шыдамдығыңыз сізден де көрініп тұр ғой. Сондықтан мен өзім ойлаймын, осы пісіп жетті. Енді осы мемлекетіміз қазір міне жаңа Қазақстан құрамыз деп әйтеуір, енді совсем мүмкін бірден кесіп түбінен шауып тастайтын өзгерту жоқ шығар. Біз де оған жетерміз. Анау бала да өсіп азамат болар, абай. Сондықтан осы елді жақсы көріңіз деп айтайын деген мен. Елді мен жақсы көремін. Мемлекетті жақсы көремін. Бірақ мемлекетті мемлекет халыққа қызмет ету. Сол біреу менмін. Енді қаңтар оқиғасы тақырыптан ауытып кеттік қой. Ауытып кеттік. Кішкене белгілеріңіз ғой деймін. Әйелдер жүндеуге оңайды. Мемлекетті жүндеп. Сұрағым бар еді. Қызылордада деген кез білдім, өте жақсы. Қанша жыл болды осы неде феминизм осы жалпы бағытта жүрміз? Бұл мен 2014 жылы 2014 жылға дейін негізі мен жоғарғы оқу орындарында сабақ бердім. Сосын жаңағы бір 11 жылым еді, 11-12 жылдарын екен, болашақ бойынша неге барып келдім, жаңағыдай арттыру бар ғой, біліктілігі арттыру дегенге барып келдім.
Қай жерге? Калифорния деген штатқа, Америкаға. Бізде жаңағы мұғалімдерді алып барды. Жаңағы мен жасап жүрген жоғарғы оқу орнында бір 17 кісі барып келдік. Содан кейін жаңағы оқу орнымызда негізі сол жылдары негізі не болды андай, студенттердің саны күрт төмендеп кетті. Сосын біз кеткен кезде басқа мұғалімдерді алып қойған, әйтеуір сөйтіп сол кезде жұмысымның несі оңбады өзі. Сосын амал жоқ, қолым бос, бір кішкентай сағат беріп қойған, бір 20 000 теңгеге бір. Сөйтіп жүрген кезімізде не болды, девальвация деген бәле болды. Оның алдында 11-ші жылы Жаңаөзен болған кез. Сөйтіп өзіміз жаңағы толқып, халық өзі толқитын кез болды ғой. Сөйтіп Жанар екеуміз бір күні Сақып апай деген бар осы Алматыда, сондай азаматтық белсенді Сақып, анау кезіндегі 86-ші жылы неге қатысқан, желтоқсанға қатысқан, сондай бір ылғи митингілерде жүретін бір үлкен кісі бар. Сол кісі жаңағы ютубта қазақтар енді осыған шыдап жүре бересіңдер ме, неге отырасыңдар деген сияқты бір сөзін естідік. Жанар өзінше естіпті, мен өзімше, кейіннен жиналып қыздар отырып сөйлескен кезімізде соны естідік та. Мен барғым келеді дедім, жаңағы кімде барғысы келетін болды. Жанар қалғандарың бәрі айтты, сен жынсыңдар ма, митингіге барып өле алмай жүрсіңдер ма деген сияқты. Содан екеуміз шықтық. Шешіп шықсақ, ана қыстың күні қырау 14-ші жылы неде 15-ші ақпан келеді да, жаңағы сол жерде шалкет деп айғайлап, ең бірінші айғайлағанымыз сол. Сөйтіп сол шалкетіміз ютубты шарлап кетеді, жаңағы бүкіл нені ВКонтакте. Шалдардың бәрін құтқан сіз екенсіз ғой. Шалкет дегенді Жанар екеуміз сол жерде ойлап тауып айғайлап, жұрттарға ұнап қалып, кейіннен әбілесіп оны алып алып, әр передачасын сондай сөзбен аяқтап. Сіздің жарыңыз бар ма, күйеуіңіз? Мен күйеуім жоқ, мен феминисткамын ғой. Сөйтіп құртқан екенсіз ғой шалкетті болғанда. Содан кейін сөйтіп жүреміз дағы, сосын бізге айтады, мына екеуің түрі қалай өздері, не еркек емес, не ұрғаш емес деген сияқты әңгіме болады. Біздің сонда жаңағы девальвацияға қарсы шығып тұрғанымыз, әлеуметтік проблемаға шығып тұрғанымыздың бәрі далада қалады да, біздің түрімізді әңгімелеп кетеді. Сосын біз жан-жағымызға қараймыз, сосын адам құқығының қорғаушылар келіп көмектесіп, Жанар ұстап кетеді ғой, айтпақшы. Жанар жаңағы жігіттер келеді да, шап беріп ұстап алып кетеді. Сөйтіп жаңағыдай не шалады, жаңағы айыппұл 5000 теңге. Содан бір күн бойы ұстап отты. Сөйтіп кешке қарай сотын жасап нағылды. Ол кезде мен сонда білмеппін да, не болады, мысалы митингіде ұстап кетіп жатады, қайда барып жатыр, не болып жатыр, соны түсінбейді екенмін да. Сосын кейіннен уже біле бастадық. Профессионал болдыңыз ғой. Профессионал болдым. Содан кейін сосын біз жаңағыдай Жанар екеуміз қосып феминистік бір ұйым ашайық деп шештік. Ақыры бізді жаңағы әйел екеніміз білмейді екен бұлар, біздің жаңағыдай қандай әйел екеніміз білмейді екен. Сол себепті сол кезде феминистаны сол жылдың ішінде ойлап шығарып. Жақсы, енді кішкене тақырыпқа оралатын болсақ, бағана айтып қалдыңыздар да, жаңағы дінге қысым жасаса, олардың да құқығын қорғаймыз деп. Енді осы жерде сұрағым келіп тұрды, негізі сіз өзіңіз атеистсіз, иә? Негізі атеистсіз, бірақ жаңағы дінге қысым жасалса, ол жақта да сіздер жалпы адам құқығын қорғау керек деп есептейсіздер. Ол бізде мемлекетте кепілдік берген құқықтардың бірі жаңағы дін еркіндігі деген. Сонда енді менің сұрағым келіп отыр, мысалға сіз айтып отырсыз, жаңағы Сириядан келген кісілер болса да, оның да діни еркіндігі бар. Мысалға оны діни көзқарасына бола соттамау керек деп айтып жатсыз. Енді мысалға біздің енді бүгінгі тақырыбымыздың өзі ислам және феминизм болғаннан сұрағым келіп отыр да. Қазір мысалға бізде дін деген кезде, мысалға менің жеке байқағаным көптеген феминистер дінді бір патриархалды қоғамды легитимдеуші институт ретінде қарастырады. Солай қарастырады. Бірақ соған қарамастан сіздер құқығын қорғап жатсыздар діндарлардың, иә? Сонда сіздің енді осы жерде сұрағым келеді ғой, енді қарама-қайшылық жоқ па деген сияқты. Сіздің көзқарасыңыз қандай соған? Ол жерде мысалы діннің негізі көмектесетін жерлері көп та. Мысалы адамға, мысалы қыздардың өзінде көбісі, кейбір қыздарынан, мен өзінен феминист қыздардан да естідім да, кезінде өздері жаңағыдай қатты діндар болған, кейіннен барып атеист болған. Солар сол өмірінің бір қандай да периодында сол діндер өзінің өте қатты қиналған кездерінде, бір қандай да бір зорлық зомбылық көрген кезінде өзіне желеу болып, сондай
мынандай үстіне хиджаб киген қыздардың өзі мысалы сол кейде бір қашып кеткім келеді ғой, сондай да бір тәжірибелер болады екен. Сол себепті әр адамның негізі тағдыры әртүрлі ғой, сондықтан біз жаңағыдай әртүрлі адамның тұрып жатқанын мойындауымыз керек осы жерде, әртүрлі адамның әртүрлі жағдайы болатынын мойындауымыз керек. Соның барлығын біз білетін адам құсап, бүкіл барлық жағдайын біліп тұрған адам сияқты сен тек қана былай істеуің керек деп айта алмаймыз да. Бізде білетін нәрсеміз жаңағы заңды оқи аламыз, заңды анық оқи аламыз. Сол жерде не жазылып тұрса, соны түсіне аламыз. Мысалы, сол жерде жазылып тұр ма, мысалы, мынандай егерде заң бұзушылық жасасаң, мынандай жазаң бар деген сияқты болса, оны оқып түсіне аламыз. Ал егерде былай жаңағыдай мен білем, сенің жаңағы өмір сүріп отқан нең дұрыс емес деген сияқты айту, меніңше ол адамдардың арасында тек қана бір негативті қарым-қатынас туғызғаннан басқа пайдасы жоқ, негіз болмайтын әңгіме. Былай енді қалай ойлайсыз? Негізі ислам діні әйел адам құқығын кемсіте ма жалпы? Ислам діні негізі, мен енді ислам дінінің маманы емеспін, мен бар білетінім кезінде жаңағы 10-шы класс бітіріп жаттым ғой. Сол кезде осы дінді мен бізде кеңес өкіметі құлаған кезде мен сол уақыттарда мектепті бітіріп жаттым. Сол кезде бізге жаңа дін негізі бізге қолымыз жетпейтін бір арман сияқты болды ғой. Енді сол кезде ислам дінінің миссионерлері келе бастады. Біздің жаңа Казгуде оқып жүрген кезімізде бір-екі жаңа дін тану деген сабақ пайда болды. Сол кезде бір араб елінен келген бір кісі келіп біздің дін тану сабағына қатысып бірдеңелерді түсіндірген болды. Сосын мен ойладым, мен жаңа қолым жетпей жүрген бір нәрсе шығар, мен оқиын деп жаңа Алматының нелерінен кітапханаларынан іздедім. Сосын ең бірінші тапқаным Библияны таптым. Мен мысалы Алматы болғаннан кейін енді алғай бұрын орыста тұрған жер ғой. Содан Библияны тауып енді басынан енді оқысам, ана Құран таппай жүрмін. Әлі шықпаған. Содан жаңағы аламда барлығын түгел оқып шығамын. Жаңағы бірінші ана ескі Старый Завет мен Новый Заветін түгел бір сөзін қалдырмай оқып шықтым. Жаспын ғой енді ол кезде, жаңағы миым істеп тұрған кез. Одан кейін бір күні жаңағы Құран пайда болды неде. Бір енді қазір есімде жоқ, кімнің аудармасы екен, ең біріншілердің бірі, бір жасыл үлкен кітап. Соны алып оқыдым. Мүмкін ана Әбсаттар мекен ана Казгудың сол кісінің аударған болуы мүмкін. Соны алып оқып шықтым. Содан жаңағы Библиямен екеуінің арасының өте не екенін жаңағыдай қайталанатын әңгімелер көп екенін түсіндім. Одан кейін мына жерде жаңағы Библия деген өзі мына жаңағы ескі заветі әшейін Құранды кітап екен. Әртүрлі мысалы ішінде ертекте болуы мүмкін, ішінде шынымен бір діни бір жазбалар да болуы мүмкін, ішінде бір шежіре де жүр әшейін. Ана еркекте мына еркек туған, ана еркекте мына еркек туған деген шежіре де бар ішінде. Сондай әшейін бір Құранды кітап екен ол. Оны мен ойладым, мынау жаңағы бір әйтеуір Құранды кітапқа табынып, сеніп, оның ішінде 2000 жыл бұрын жазылған нәрсені соншалықты бір осы ғана дұрыс деп қарау негізі дұрыс емес. Одан кейін талай кітаптар жазылды, талай нәрселер өзгерді. Осы қазір қандай өзгерістер болып жатыр деп, сол жерден бастап мен сол екі кітапты оқығаннан кейін атеист болып шықтым ғой негізі. Алда-жалда. Оқымай қойым керек десеңізші. Жоқ, енді қазір мысалы кейбір қатты Құран оқу керек, анау-мынау дейтін адамдарға қарасаң, сен бастан-аяқ оқып шықтың ба бір рет десең, оқымаған да. Білмеймін. Дұрыс айтасыз, бұл жерде оқу керек. Сіз не дейсіз енді аға? Жалпы енді көп шіліктен енді байқайтыным, Гүлзада ханым енді ол жақ көп қолдамайтын сияқты жалпы деп та. Көп адамдар мысалға былай деп қарастырады да, дін ол міндетті түрде бір патриархалды қоғамның қолдаушысы, ол жаңағы әйелдің құқығын таптайды, әйелдің құқығын мойындамайды деп қана қарайды да. Көпшілік енді кісілер, соның ішінде көпшілік феминистер. Жалпы енді мысалға
сіз оны қайдан айтасыз? Қасыңызда феминист отыр ғой. Феминист емес па? Менің атымнан айтса, сіз екеумізді ұрыстырау деймін, бұл жігіттің Сіз қазір мақсаты. біріктіріп жіберейін. Қазір сізге қарсы шығамыз десек. Енді бұл кісі салафиттерді ма қолдапты же? Жоқ, мен негізі ағымдарды білмеймін онша. Былай ғой, мен сөзімді осыдан бастадым ғой. Дініміз тек қана бір беткей, бір түсінікті қамтымайды. Жаңа да сөзімді айттым, әйел адамды аяққа ұрмайды. Біздің осы нәрселердің болуы, жаңа феминизм өзі, бұл көп тармағы бар. Соның ішінде осы тым қатты кетіп, немесе жаңа адамның ойы, санасын өзгертетіндей біздің еліміздегі базовый құқықтардың аяққа тапталуы, бізде адамзатқа тиесілі құқық бар. Адамзатқа өсу, көбею, өмір сүруге талпыну деген сияқты нәрселер біздің қам бар ғой. Дінді былай қойғанда, адам ретінде. Сондықтан бұл қасиеттерді дін тек қана кемелдендіреді. Және біздің бұл нәрселерде қазіргі әйелдердің жаңа айтқан қиналуы, қалуы неден? Әйелдердің кінәсінен емес ол. Бұл еркектердің кінәсі. Тек қана патриархалды бір-ақ адам ғана болу керек деген, мемлекетті қорғаған әйел емес қой. Мемлекет құрған да, мемлекетті қорғаған да бұл еркек адам, ер адам. Бұл сондай Құдай күш қуат беріп жаратқан бұны. Қорғаушы, батыр, түздің адамы қылып жаратқан. Енді бұл еркектер неге осыншама болды десек қоғам, өйткені бізде ұсақталу көбейіп кетті еркектерде. Аталарымыз кезінде елдің қамын шешсе, халықтың, бүкіл елдің, қазіргі еркектер әйелдің вопросын шешемейді. Шешемейді. Бір әйелдің вопросын шешемеген адам елдің мүддесін қалай шешеді? Мысалы, бір ғана айтайын, бір мысалы Құраны бір аят хадис алады. Соның өзіне керек жерін алып, мына кісі дұрыс айтып отыр, түгел оқып шығу керек. Бұлар тек қана өзіне нужный нәрсені алады, так, мынау маған ұнайды, мен қабылдаймын. Мынау ұнамайды, қабылдамаймын. Соның нәтижесінде біреуін көтеріп, біреуін түсіру, менің мысалы намысыма тиетін нәрсе, намыс емес, менің бүйтіп көкірегімді көтеріп тұрған еркекті сәл бүйтіп орнына түсірсем, бізде қылқын бөліп қалады бәрі. Неге ол ұнамайтын? Жоқ. Сонда не істеу керек? Ұнамайтын жерде жыртып лақшы беру керек те, өзімізге өмір сүріп ала беру керек па? Ол дұрыс емес қой. Жаңа айттым ғой, мысалы біздің қазіргі уақытта барлығын емдейтін психолог дегендер көбейді. Қайда лақтырсаң психолог бізде. Барлығы жан-жағы психолог. Осы жақында бір керемет үлкен бір психологтың несіне қатыстым. Тыңдадым да, не айтар екен. Сөйтсем, бақыт деген не деді да, сол өз сұраққа өзі не жауап бергенін өзі білмеді ең соңында. Өйткені әркімнің бақыты әртүрлі ғой. Біреу просто үстіне көйлек ала алмай жүр. Біреуіне сумка керек. Біреуіне бұл дүниеде баласы жоқ. Мысалы, мына кісілердің бақыты, бұлар бүкіл жер бетіндегі әйелдердің бәрін бақытты қылып тастау болды. Сосын ана флагтардың бәрін іліп, күшті оршы бақытты, ура деп жібереміз болды. Бақытты сол бұл кісінің бақыты. Ой, оңайлатып жібердіңіз ғой. Иә, жоқ, мысалы енді. Бақыт сол. Біздің түсінігіміздегі бақыт ол мынау отбасы құндылығы, жанұя құндылығы. Бұл ең өзгермейтін базалық негізгі құндылық бұл біздің. Бұл бұрыннан келетқан адам ата Хауа-ананы құшақтап отбасын құрған болса, сол бүгінгі күнге дейін біздің келешек ұрын-бұтағымызға, мысалы мынандай апайларымыздан, жаңағы феминистерден, мейлі жаңағы еркек емес, әйел емес туылып жатқандардан тұқым қалып елге бір ел болатын, жер болатын бір болу керек қой. Айтпай қойын, бір мемлекеттің, бір президенттен сұрақ сұрады. Ол тура осы мына әртүрлі ЛГБТ басқа қоғамына қарсы мемлекет. Кәдімгі қарсы мемлекет. Содан сұрады президентінен, сіз қалай қарайсыз деп еді. Мен әр адамның жеке өзінің қалауын құрметтеймін деді. Біздің заңымызда да солай. Мемлекет басшысы әр адамның жеке пікірін құрметтеуге міндетті. Бірақ біз үшін балаларымыздың өмірге келіп, тұқым қалып, мына елді жерде ие болатын бала қалып, енді еркек пен еркек бала шығармайды ғой енді екеуі. Қалай болғанда да бізге қоғам, ел ие болатын адам керек бізге. Сол үшін діннің бірінші базовый үкімі, сенімнен кейінгі ол отбасы құндылығы болу керек. Сол үшін біз бұл кісілерге енді қазір түсіністікпен қараймыз,
Қазақстанның азаматы ретінде, бірақ бұл кісінің де келіспейтін жаңа айтып отқан тұстары бар. Дін менен атеист болғаннан кейін біздің де келіспейтін тұстарымыз бар. Ол күнделікті өмірде талқылана беретін дүние. Ол ликулли фирауин Муса, әр Мұсаға бір фирғауын бола береді. Ол бола береді. Пікір, қарсы пікір, ол тек қана менің инстанциям дұрыс деген, ол қате нәрсе болады. Қате нәрсе болады. Сондықтан әлбетте біздің бірінші сенім нанымыз ол Құранымыз, сеніміміз, бірінші иманымыз. Содан кейін ғасырдан келе жатқан жаңа сіз 70 жылдық Совет өкіметі айтты мына кісі. 70 жылдық Совет өкіметінде мен сіз айтқан сол дәуірге ілінгендерге мен топырақ шашқым келмейді, бірақ ол нағыз дінсіздер қоғамы болды. Әйелдің құрметті болған орнынан шығарып тракторға өткізді. Жамбасын тракторға отырғызып, жүрмейтін бір кондиционер бар тракторға отырғызған жоқ. Соғысқа кетті еркектер. Иә, мысалы да барлары да болды. Мында. Содан кейін жер жетпегенде космосқа жүріп жүрді әйелдің бәрін. Бұл нәрсенің барлығы рас қой енді, Терешковадан бастап. Сондықтан бізге ең керегі анамыздың, әйелдің, мысалы қарап отырмын, қазақтың келіскен қандай бір салауатты кісі, оқысты, дана түсінігі бар апайда. Бірақ бұл кісілердің келешекте артынан, затынан не қалу керек? Жер бетіндегі жаңа қанша әйел бар өзі, бәленбай әйелдің бәрін бақытты қылып қойса, бұл кісінің аты заты осымен қала ма? Мысалы тарихта. Сол үшін бізге батыстық идеология емес, өзіміздің ғасырдан келе жатқан салтымыз, санамыз, дәстүріміз, сеніміз, иманымыз бізді алып шығу керек. Осы тығырықтан біздің басты құндылығымыз осы. Біз қазақпыз, дәстүріміз бар, дініміз бар. Бұл әшейін біздікі өтірік воздух қазір уақытта. Бізде қамажай көйлек Наурызда, ақ шапанымыз тек қана оразада, тақия екеуі болды, басқа жоқ бізде басқа уақытта. Өмірімізде, күнделікті өмірімізде жоқ, ол семьяда көре алмайды оны. Үйде не әйел көре алмайды, не бала көре алмайды. Осының нәтижесінде осындай күйзелістен шыққан бала, мынандай жаңа психологты бекер айтқан жоқпын. Психологтың барлығының кез келген психолог бізде Фрейдтің несін оқиды. Психоанализм ба? Иә, психоанализм. Фрейдтің бір түсінігінде Фрейдтер психологияның несі қылып көреді. Атасы қылып көреді. Сол Фрейдтің бір несінде өзінің пікір санасында әрбір еркек өзінің қызыменен жыныстық қатынаста болу керек деген пікірді айтқан. Бейсаналы түрде ұмтылады. Бейсаналы түрде ұмтылады. Бар деген айтқан сол нәрсе. Сол нәрсенің көру құлшыныс болады деп айтылған пікірі бар. Енді біздің санамызға соны салсақ, мейлі ол дінді былай қойыңыз. Адамның табиғатына салса дұрыс бола ма сол? Фрейдке мен де қарсымын. Сіз өте қолдаймын бұл жерде. Фрейд құрсын. Феминистер құрсын деп айтасаңызшы. Ақыры құрсын деп қараңыз. Сіздің мына жерде бұл шамалы неғылатын ескертетін нәрселер бар. Мысалы қараңыз, сіз жаңа отбасы құндылығы деп айтсыз, сосын дәстүрлі құндылық деген сөзді де айтуыңыз мүмкін. Негізі бұл мәселелер дәстүрлі құндылық, отбасы құндылық дегендер кеше мына 2000 жылдан бастап айтыла бастаған нәрселер. Оның болған жоқ па не? Оның алдында болған жоқ. Оның алдында феминистер 1994 жылы ма, 90 жылдың басында феминистер жиналады. Сөйтеді дағы бірінші Каирде бір конференция болды, одан кейін Пекинде дағы бір конференция болады да. Сол жерде жаңа гендерлік теңдік деген бір құжатты барлық мемлекеттерге енгізейік деген сияқты ұсыныс жасайды. Өйткені дейді, әйелдердің жаңағы осы мемлекетке, қоғамға қосатын үлестері көрінбей жатыр. Соны көрсетуге біз әйелдерге көмектесу үшін мемлекет тарапынан әйелдерге бір жаңағыдай қолдау көрсету үшін, құқықтарын бұзбау үшін, кемсітпеу үшін бір шама бір жобаларды іске асыру керек деп әр мемлекетке ұсыныс жасайды. Ол ұсынысты Біріккен ұлттар ұйымы арқылы жасайды. Өйткені Біріккен ұлттар ұйымы бізде 20-шы ғасырда соғыс болды ғой. Соғыстан кейін жаңағы құрылып, ол жерде адам құқығы деген бір нені қабылданған. Универсальный декларация. Адам құқығы деген бір термин пайда болды. Термин ба, енді бір түсінік пайда болды, адам құқығы. Ол адам құқығын қамтамасыз ететін мемлекеттер деді. Қоғам бар, қоғамның ішінде адамдар бар, сол адамның әрқайсысының құқығын мемлекеттер қамтамасыз ету керек деді. Солай қабылданған құжатты қараса, 90-шы жылдарға келгенде әйелдердің құқығы әлі күнге әр мемлекетте әртүрлі күйде кемсітіліп келе жатыр екен. Сол себепті жаңағыдай ол жерге дейін келгенше 90-шы жылға дейін біраз әйел оқыды,
біраз әйел жаңағыдай жоғары білім алды, сөйтіп өздері де пісіп жетілді да, жаңағы шамалы білімі бар, өздерін әйелдер түсіне білетін, әйелдердің өзінің құбылысын, өзінің қасиетін, қажеттілігін білетін әйелдер профессорлар пайда бола бастады. Солар келіп жаңағыдай құжаттар қабылдап конференцияда ұсыныс жасады. Осындай нелер құрайық, жаңағыдай бір ұйым болсын, жаңағы Біріккен ұлттар ұйымында әйелдерге қатысты барлық кемсіту түрлерін жою деген бір комитет құрылады, жаңағы Біріккен ұлттар ұйымында. Сөйтеді дағы барлық мемлекетке міндеттеме жаңағыдай ұсыныс жасайды. Сендер өз мемлекеттеріндегі халықтың саны тең жартысынан көбі әйелдер, сол әйелдердің құқығын қорғау үшін мынандай шаралар жасасаңдар болады деген сияқты ұсыныстар жасайды. Әр мемлекет барып өзінше қабылдайды. Соның ішінде Қазақстанда барып 98 жылдар ма қабылдайды, жаңағы әйелдерге қатысты барлық кемсітушіліктер жою керек деген сияқты бір құжатқа қол қояды. Сөйтіп соның ішінде айтылған, мысалы, әйелдерді жаңағыдай несі бұзылмас үшін, құқығы бұзылмас үшін не істеу керек деген сияқты. Соның ішінде гендерлік теңдік деген бір стратегияны 2006 жылы біз енгіземіз Қазақстанда. Сөйтіп өзіне индикатор қояды, мысалы, әйелдерді мына жерлерде мынанша процент саясаттан әйелдер санын көбейту керек деген сияқты. Олар саясатқа кіргізетін себебі олар әйелдердің мәселесін көтеру керек. Сол үшін әйелдердің өздері келіп, өздері дауысын білдіру керек. Әйтпесе жаңағы бір сыңар жақты болып қала береді. Әйелдердің жаңағы дауысын әйелдердің мәселесін шешуге әйелдердің өзі қатыспайынша шешілмейді деген сияқты ұсыныс жасалынады. Соны Қазақстан қабылдап алады, сөйтеді да. Сол кезде 2000 жылдары жаңағы патриархатқа феминистердің қарсы шығатын себебі не? Олар жаңағы католик несі бар ғой, шіркеу. Сол жерде конференция жасайды олар. Ойбайшы, қарсы конференция ма? Мына әйелдердің бәрі құқық алып кетсе, бүкіл неден бір комитет ашып алды Біріккен ұлттар ұйымынан. Гендерлік теңдік деген бір құжат қабылдап алды. Бұл жалмауыздар ертеңгі күні жаңағыдай өздерінің біз енді басып жаншып келатқан тегін құлдарымыз, үйдегі құлдарымыздың бәрінен айырылатын болдық дейді. Бүкіл әйелдерді олар құлдар ретінде қарайды. Біз солай ойлаймыз да. Негізі олар әдемі сөзбен айтуы мүмкін, бірақ негізі жалпы несі былай. Мысалы, сен әйелсің, үйде жұмыс бар. Үйді жинау деген жұмыс бар. Үйді тамақты пісіру деген жұмыс бар. Соның ешқайсысына ешкім ақша төлемейді. Мемлекет ақша төлемейді оған. Күйеуі берсе берді, бермесе ол да жоқ. Өзі жұмыс істеп келсе, ол бар. Бірақ жұмыс істеп келгеннен кейін үйде істейтін жұмыс бар. Үйді жинау деген, сосын тамақ пісіру, кір жуу деген сияқты. Олардың бәрі, егер нарықтан қарап отырсаңыз, оның ақысы бар. Егер соның бәрін адам жалдап істетсеңіз, бәленбай ақша. Соны әйелдер әр үйде бір әйел, бір екі әйел соны жасап отыр, тегіннен тегін. Сондай әйелдерден айырылып қалады. Құл ғой кәдімгі. Егер тегін жұмыс істейтін адам болса, оны құл дейді. Тек қана тамақ үшін жұмыс істейтін адамдарды құл деп атайды ғой. Егер де бір еңбек жасап жатыр, бірақ оның ақысы тек қана тамақ пен киіммен ғана берілетін болса, оны құл деп атайды. Соның әйелдердің жаңағы үйдің ақшасы төленбейтін жұмыс деп қана атап қояды оны. Жаңағы құжаттарда солай жазылған. Әйелдердің төленбейтін жұмысы деген сияқты әдемі сөзбен атайды. Негізі ол құлдық деп аталу керек. Әйелдердің құлдықтан құтылу керек деген сияқты феминистер көтере бастайды. Оны жоқ, жұмыс істеу керек. Католиктер айтқан ба мұны? Жоқ, жұмыс істеу керек. Жаңа әйелдер үйде күнделікті енді біреу тазалау керек қой үйді. Бірақ ақысы болу керек оның. Оны мемлекет төлей ма? Әлде жаңа күйеуінің ішіндегі бір пайызы белгіленіп тұру керек па? Оны бір қоғам болып шешуіміз керек. Ол мәселені кім көтереді? Әйелдер көтереді. Сол жұмысты жасап отқан әйел көтереді. Мен істеп жүрген жұмысымда ақысы болу керек. Оны сен осыған рахмет айт, мен сені қатын қылып алғаныма рахмет айт деп айтуға болмайды. Сондай нәрселерді көтереді ғой. Сол кезде католик шіркеу айтады, бұл әйелдердің бәрінен жаңағы андай құқық беріп қойсақ, мындай құқық беріп, бұлар қолымыздан шығып бара жатыр ғой бұл бәлелер дейді. Дағы отбасылық құндылық деген терминді адам құқығына қарсы термин ретінде енгізеді. Сөйтіп кәдімгідей осындай тренингтер өткізеді, адамдар жалдайды. Қазір қарасаңыз, күлкілі жағдай болып тұр қазір. 20-22 жылдары солардың ақша төлеп, бізге феминистерге қарсы қойып отырғандардың бәрі әйелдер. Олар да ұйымға келеді, оларға да ақша керек.
мысалы мен жаңағыдай менде осы жұмысымды қоғамдық жұмысымды істегенде бір проекттер жазамын, сосын соған ақша аламын, сөйтіп сол бойынша жұмыс істеймін ғой. Менің де бір табыс таппасам қалай жасаймын енді күнделікті. Сол сияқты олар да тура сол мен сияқты жұмыс, олардың да жасап жүрген қоғамдық жұмыс. Бірақ олар адам құқығы дегенге қарсы қоғамдық жұмыс жасап жүрді. Жаңағы универсалды адамның құқығының декларациясы бар ғой. Сол жердегі адам құқығы деген түсінікке қарсы жаңағы отбасы құндылық дегенді. Сонда олар отбасы деген нәрсені адамның миын ашытып, бір құтты бір жаңағы адам құқығы берілсе, егер адамның мысалы бір отбасын көзге елестетейік, соның ішінде әкесі бар, шешесі бар, 5-6 баласы бар дейік. Сонда әрқайсысына құқық беріп қойсақ дейді, ана отбасы деген ертеңгі күні отбасы болмай бәрі ана кішкентай балдар звондайды, мен әке-шешем маған iPhone сатып алып беріп жатыр, сондықтан бұларды жаңағы алып кетіңдер мені деген сияқты звондайды деп қорқытады. Қай әке-шешесін қай бала ұстатып жібереді? Егер де жақсы көріп тәрбиелеп отырған баласы болса, үкілеп отырған баласы болса, ұрып соғып зорлап атса звондауы мүмкін. Мен алып кетіңдер, құтқарыңдар, ол звондамауы да мүмкін. Негізі мысалы неге ана әйелді үйдегі балашаға звондап жалып жасайтын бір телефон жасап қояйық десек, жаңағыдай қарсы шығады. Ойбай-шу ойбай, отбасын бүлдіресің. Қандай отбасын бүлдіреміз? Зорлық көріп отқан отбасының ішінде мемлекет араласа ма, араласпай ма? Соның мәселені біз шешуіміз керек қой. Ал олар айтады, ойбай-шу, егер де барлығына құқық берсе, мемлекет қорғаса жаңағы адамдарды, әйелді, күйеуді, балаларын қорғаса, или сол үйде тұрып жатқан кемпір шалды қорғаса, онда сол отбасы бәрі тарқап кетеді деген сияқты өтірік, қорқыныш, үрей мінеледі. Ал негізі егер де мемлекет саясатты жөндеп жүргізсе, егер де жаңа отбасылық өйтіп анықтап айтса да мемлекет, сендердің біз отбасыларыңды тарқату үшін жасап жатқан жоқпыз, отбасыларыңның қайта бірігіп жақсы тұру үшін жасап жатырмыз. Сенің мысалы ертеңгі күні әйеліңе жаңағы үйдегі тегін жасаған жұмысы үшін мынанша ақша беріп қойсам жаман бола ма деген сияқты айтудың орнына мемлекет қарап отырады шетте, біз мына жақта қырқысып жатамыз. Бір жағынан діндарлар, бір жағынан жаңағы католик шіркеуінің жалдаған адамдары, одан кейін бір Путиннің жалдаған адамдары қосылды оған. Өйткені олар авторитарлы жүйе. Енді нені ана идеологияны қатты қолданып отыр ғой. Авторитарлы билікті қалдыру үшін жасап отыр олар. Дәстүрлі құндылықтар деген сияқты батысқа бір альтернатива. Альтернативаға деп көрсетеді, а негізі түбіндегісі жаңағы авторитарлы билікті сақтап қалу. Адамдар бір-бірімен қырқысамыз біз мына жақта, әлсірейміз. Сол кезде ана жерде ешкім таласпайды да олардың несіне, билігіне. Ешкім жаңа сайлауға түсем деп айтпайды, мен жаңа партия құрайын деп едім деп айтпайды. Бір-бірімізден жаңағы итыржың болып отырсақ, жаңағы тырмаласып. Солардың айтатын. Енді мысалға гендерлік теңдік деп айтып қалдыңыз ғой мысалға. Оған жаңағы қарсы түсінікті алып насихаттады деп отырсыз да. Сол әйелдердің құқық алу, әйел деген мысалы адам ғой ол да. Мысалы адам құқығы деген жаңағы 90-шы жылдары ана феминистер көтере бастағанға дейін әйелдер ол жерге адам десе, ер адамдарды айтып келді. Сосын нелер қар адамдар құлдықтан құтылды 60-шы жылдары. Сөйтіп құлдықтан құтылып ер адамдар шамалы нелерін ала бастады. Колонияға түскен адамдар. Одан кейін әйелдердің құқығы қалып тұр ғой енді. Әйелдерден кейін енді біздің істейтін жұмысымыз, одан кейін балалардың құқығы деген мәселе көтеріледі әйелдерден кейін. Әйелдерді әлі алып болған жоқпыз әлі толыққанды. Толыққанды мысалы ол мемлекетте ол әйелдің барлық істеген жұмысының ақысы болу керек, төлену керек. Әйтеуір қандай да бір жолмен төлену керек. Криптовалютамен төлене ма? Еркектің айлығының бір проценті бола ма? Или еркектер бергісі келмесе мемлекет төлеу керек деп ойлаймын мен. Енді мысалы гендерлік теңдік деп айтып отырмыз ғой. Семьяны құртпас үшін, ана еркегі мен әйелі қырылыспас үшін менің айлығымды алып қойдың деген сияқты. Әйеліне үйдегі жұмысына ақшасын төлеп бергені дұрыс, мемлекетке ол жақсы. Мысалға енді сол жаңағы неге келетін болсақ, айтып отырсыз ғой, жаңағы үйде бір әйел бола ма, екі әйел бола ма, үйде істеп отыр деп. Мысалға қалай ойлайсыз? Қыздары бар ғой. Еркектің көп әйел алу мысалға мүмкіндігі сол гендерлік теңдікке қайшы келе ма? Біздің мемлекеттің заңы бойынша болмайды ау деймін, Біздің мемлекеттің заңы бойынша болмайды, бірақ негізі бар. Негізі заңмен жүру керек деп ойлаймын. Заңды біз жаңа парламентте талқылап
кабылдауымыз керек. Эгер жөндөйтүн нерсемиз болсо парламентте отуруп жөндөүбүз керек. Парламенттин тең жартысы айылдар болуу керек. Сол жерде эгерде солай кабылданса, мисалы бир нече күйөө алууга болот, бир нече айыл алууга болот деген сыяктуу кабылдап чыкса Казакстан азаматтары, мында мүмкүн болотун шығар. Ал азырчы заңыбыздын аясынан чыкпай коелук. Енді әзірше заң болғанмен практика әрдайым бірдей емес қой. Енді ол практиканы бузуп аткан адамдарды не дейсиз енді оларга? Мен феминисттик көзкараста деп турган. Феминисттик көзкарастамы? Тұрғыдан. Енді ол әйелдерді, мысалы, сол әйелдерге сөз беру керек, сол әйелдерді тыңдау керек. Ол әйелдерге сондай екінші әйел болудың не себепті? Не себепті солай болды, сол өзіңе дұрыс па деген сияқты, негізі сол әйелдердің үнін шығару керек деп ойлаймын. Яғни олар өз атынан өзі сөйлеу керек. Егер ол үшін екінші әйел болған мысалға, екінші әйел болып отырған кісі үшін екінші әйел болған ешқандай қиындық тудырмаса, бірінші әйеліне де қиындық тудырмаса, демек ол норма деп қабылдауға бола ма? Ол гендерлік теңдікке қайшы келмей ма? Феминисттік көзқараспен әйелдерді тыңдау керек. Әйелдерді бірінші соларға сөз беру керек, сосын солардың айтқанын тыңдау керек, құлақ асу керек. Егер де солай деп шешсе, онда соныкі дұрыс деп ойлаймын. Ал егер де оларды алдап сулап, немесе зорлап, қинап, ұстап отса, олар еркінен тыс болатын болса, басқа мәселе. Онда мемлекет қорғау керек. Сіз не дейсіз аға? Мысалға мен өткенде бір көріп қалдым да, содан кейін сол үшін сұрап отырмын да, жаңағы бір психолог дегеннен шығады деп. Бір кісі жаңағы соған қатысты жауап берген екен де, егер еркектер көп әйел ала алатын болса, онда әйелдер де көп күйеуге тиісін деген сияқты. Сондай да қарама-қарсы болу керек деген сияқты. Не дейсіз енді мысалға еркектің көп әйел алуы жалпы? Ол әйелдің құқығын шектемей ма? Бұл нәрсе. Жоқ, сіз сұрақты қызық қойсыз. Құқықты қамтамасыз ететін мемлекет. Ол еркек емес қой, оның құқығын. Енді бұзуы мүмкін ол. Мемлекет егер де мына еркектің істеп отқаны дұрыс емес, біздің заңымызға қарсы деп жаңа еркекті мүмкін соттауы мүмкін. Сондықтан еркектер ойлану керек. Екі әйел алғанша сотталғанда естіген жоқпын. Бізде естіген жоқсыз, өйткені бізде парламентте отырған шалдар тоқал алғыштар шығар. Содан деп ойлаймын. Құранда бұл туралы жақсы келген да өзі. Сендерге 2, 3, 4 әйел алуға болады дейді. Баталау ең жоғарғысы мәліміз 4. Осыны еркектер осы аятты осы жеріне дейін жаттыра алмайды, ол керек жеріне жаттайды бұлар. Ар жағын жалғасын қарамайды. Ол аяттың жалғасы бар бізде. Сендерге дейді, рұқсат еттім дейді, болады дейді. Бірақ бір әйел қайырлы сендер үшін дейді. Бұл демек белгілі, жаңа бұл кісі айтқандай бір шамасы жеткен, ел аузына қаратқан, белгілі бір әділеттік, мүмкін әл-ауқаты жеткен, қай жағынан болса да лайықты болған атамыз қазақ болса, және қоғамдағы күйеуге шықпаған, бала көтеруге қиыншылығы, мүмкіншілігі жоқ, бір семья асырай алмай жүрген адамдардың да әлеуметтік жағдайын шешуде бұл мәселе, бұл өзіндік бір пайдасы бар дүние. Бұл қазақта жоқ дүние деп айтамаймыз ғой, бұл қазақта бар нәрсе. Тоқал алу, әйел алу бар, бірақ ол жердегі мәселе, оны тоқал алсын, біріншісін, екіншісі, үшінші, төртінші номер бәленшеде ондай номер цифр мойнына ярлық тақпаған. Бұндай түсінік болмаған. Әйеліне бәрі теңдей, Құранда да өзі сондай теңдей қарау туралы бұйрық бар. Бірақ біз өзімізге керегін алып, керегін айту тастағанның нәтижесінде бір адамды, тек қана бір адамның мүддесін қорғап, мейлі ол басшы болсын, мейлі жай адам болсын, мейлі еркек болсын, мейлі әйел болсын, даже әйел болып тұрып, тек қана осы үйде әйел билеу керек, мамамыз билеу керек деген, ол да қате нәрсе. Мысалы, әкесі өліп, ол үйде үлкен жаңағы бір бабушка ене қалса, сол үйдің королева дамы көзірі сол болады, мысалы. Бәрі тек қана соныкі ғана жүру керек, қалған бәрі соған сәлем салып тұру керек деген, бұл дұрыс нәрсе емес. Құрмет басқа, құрмет болу керек әр адамның, өзінің тисе аналық, ол өзінше құрмет. Бірақ та біреудің осы құрметтің астында біреудің ақысы тапталмау керек ешқашан. Мейлі ол бала болсын, мейлі келін болсын, мейлі әйел болсын. Енді бұл бірақ қазіргі уақытта көп әйел алушылық бұл бір мұқтаждықтан емес. Қазіргі кезде көп әйел алғысы келетіндер біреудің қажеттілігін өтеу үшін алып жатқан жоқ дейсіз ғой, былайша айтқан кезде. Өзінің ішкі дүниесінің көбінікі жаңағы нәпсіден және эгоизмнен, үшінші үйде береке ынтымақ таппағаннан. Бір отбасын қатырып алмай жатып, проблеманы өзіне іздемей, үйдегі ләззаттың гармонияның жоқтығынан.
үйге келгенде бала аңырап жатады, мынау жақта қырғын болып жатады. Жаңағы бұл кісінің бір сөзінің жөні бар. Мемлекеттің де бұл жағына көмегі өте үлкен. Мемлекет жағдай жасап беріп тұрса, әйел кісілердің жағдайы қамтылған болса, олардың мүмкіншілігі жақсы болса, жұмыспен қамтылған болса, оның ойы бір қазан ошақтан шықпаған әйел болса, қалайша ол бөліседі. Дұрыс, ол әйелдің табиғаты. Жаңа қазақта айтады ғой, бай беру жан берумен бірдей деп, ол оңай дүние емес, ол әйел одан өту керек. Бар нәрсе ол қызғаныш, ол барлық әйелде бар. Бірақ бұл жерде ол әйелдердің ары, намысы, біреуін жылатып, біреуін көтермеу керек. Түпкілік осы мағына осыған тірелу керек. Ол жылайды, ол жылаған аяққа басып, біреуін қуып жіберіп, жылатып, екінші махаббат құрамайсың сен. Біреудің көз жасының үстіне екінші нәрсе құрылмайды ешқашан. Сондықтан бұл өте бір ұзақ тақырып, бірақ шын мәнінде алатын адам көрсетіп анық алу керек. Маған жаңа айтып отырмын, оқырмандар ішінде бұндай нәрселер көп, аяққа тапталып, біреуін көтеріп, біреуін төмен түсірген. Тура бізде осы екі әйелдің мысалында өте көп бар. Осы жердегі сол әйел, ана мен айтқанда бір кісі қайырлы еді, бүйтеді, сіздер осы ата-ана туралы көп айтасыздар дейді. Бұл діннің кәдімгі сенімнен кейінгі тұрған нәрсесі, базовый нәрсесі, бұйрығы. Сонда не, ата-ананы сіздер айтқанда, мен ата-анам, қайын енем дейді, енді енем мені үйден қуса, күйеуім мені қорласа, маған тиісті құрмет жасалмаса, мен осы үйдегі жаңа бұл кісі айтқандай бір құл сияқты болсам осы үйде. Сол кезде сіз келіп маған ата-ананы сыйлау керек, күшті деген уағызды айтсаңыз дейді. Сонда мен қалай қабылдауым керек сол нәрсені дейді да. Сіздікі дұрыс, өлсең өле бер осының аяғының астында деген түсінікпен қабылдауым керек па дейді. Жоқ, ондай емес қой. Демек, бұның барлық жақ адам бұл нағыз әйелдердің қорғаған дін, әйелді нағыз жоғарғы дәрежеге көтерген бұл ислам болады. Қытай империясында, Рим империясында, араб дүниесінде, мысалы осы Жазайырда исламға дейін мыңдаған әйелі болған, бас жоқ, есебі жоқ әйелі болған. Және бұл неше түрлі ауруларды алып келген бір дін болған. Дін қайта исламдан келіп бұны шектеп, төртке түсіріп, төрттің мына жағын апарып бір әйелге шектеп қойған, осы ислам діні болады. Дінде оны бүйтіп қарай төрт әйелі жоқ, дін сені қорғаған. Мысалы, ол сөздің ұяты жоқ. Әйелдердің белгілі таза емес етеккір келген күндері, өзіңіз ойлаңызшы, әйел намазды оқымайды, ораза ұстамайды. Бұның мойнындағы бүкіл үкімдері түсіп қалады. Мемлекет ООН-да, Біріккен Ұлттар ұйымында 200-ден аса мемлекет бар. 200 мемлекеттің еш қайсында заң жоқ. Әйелдің етеккір келгенде бел ауырған күндер жұмысқа шықпай қойса, үйде жата берсін, выходной берейік деген заң жоқ. Тек қана Құдайдың заңы бар. Әйел бұл күні босатылады. Біздің аталарымыз керек десеңіз, осындай әйелдің қолына етеккір келгенде тамақ пісірткізбеген. Қолынан тамақ та ішпеген. Демек, ол әйелді мүлде жұмыстан бір оқшаулап, бір еркіндікте болсын деген мәселе. Қызды төрге шығарып, қыздан жақсылық көресің деп, пайғамбар 4-3 қызы болған адам жәннетке барады деді. Бірінші қыз туылғандар жәннетке барады деді. Қыздың дәрежесі бұл ерекше көтерілген, мына жаңа 90-шы жылдары құрылған феминистік ұйымнан бұрын құрылған дініміз мыңдаған ғасыр бойы әйелдің құқығын қорғап келген. Бұны біз өзіміз түсінбегендіктен, бұны жіті зерттемегендіктен, неге бұл өзіңіз ойлаңызшы, дүние бөлінгенде қыз дүние келді ма, оны бағу әкесінің мойнында. Әке өлсе бауырының мойнында. Бауырды өліп қалса нағашылардың мойнында, нағашы кетсе мемлекеттің мойнында болады. Ал енді ол қызға не бөлінді? Күйеуге шықты. Күйеуге шыққан кезде оны бағу енді күйеудің міндеті болады. Әйел жұмыс істеуге міндетті емес, керек болатын болса. Ол құрмет үшін жасайды. Құрмет үшін, ол құл ретінде емес, әйел құл емес, әйел робот емес ол. Ол еркек адам, оның тиісті құрметін жасағанда, әйел, онда бұлай, жаңағы сіз айтқандай, ана психолог әйелдің де айтқаны бар ғой, онда шын мәнінде бір әйел 3-4 күйеуге шығу керек онда. 3-4 күйеуге шығу керек. Мысалы, ұлы сөздің ұяты жоқ, бір галошты, бір ботинканы 4 еркек кисе не болады? Болмайды. Тура сол сияқты бір өзі жақсы бір мысалдар бар. Бір құлып, бір кілтке ашылған жақсы болады, құнды болады ол. Егер құлып, любой кілтке ашылып, китайский, российскийдің бәрін ашылып кете беретін болса, құлып тұсайсыз болып кетеді, опасный қылып ауыстырайын демейсіз бе? Тура сол сияқты әйелдің өзінің, одан кейін имам Ағзамның уақытысында осы оқиға болған. Біреу келіп тура сұрақ сұрайды. Онда бізде 2-3 күйеуге неге шыға алмаймыз дейді ғой.
бізде кішкене шайық дейді. Жаңағы сүтті, айды, айранды бәрін араластырып, мына ішінен қайсы сенікі тауып ал дейді ғой. Сүттен бәрін сүт алып кел дейді, біреуіне су алып кел деп қазанға құйған кезде сүт пен су араласып кетеді ғой. Енді сен сүтіңді шығар, сен жаңағы неңді шығар дегенде бала тұқым табылмайды ғой. Енді оның қайта генетиканы өзі дұрыс бермеуі мүмкін. Сондықтан бұл біздің қоғамымыздың кәдімгі бөлшектенуіне, бұрылуына, теріс бұзылуына алып келетін шығар деп ойлаймын. Сол үшін әр нәрсе өзінің реттілігі бар. Біз әйелдерді, аналарды құрметтейміз. Бұл жағдайда әйелдердің де тіпті мейлі ол тоқал бола ма, мейлі көшеде қазақтың қызы бола ма, жезөкше бола ма маған десе, жезөкше бола ма? Ол мен оқырмандар бәрі біледі. Ана бір жезөкше әйел жұмыстан шаршап келатып, күніне бір 20-30 еркекті алып қызметін жасап, келе жатып бір мысықтың суын алып бергенде, өліп бара жатқан құдықтан бір мысыққа, оның да құқығы бар, Құдай жаратқан, суын бүйтіп алып берген кезде, сол Құдай күнәсін кешір дейді, бір мысыққа. Ол жезөкше әйел, ол профессиясы сол. Сол профессиясы кәсіби психолог, кәсіби жезөкше. Соның Құдай күнәсін кешірсе, онда адамдарға қамқорлық жасаған, мейлі оған заң аясында, мейлі кез келген айда көмек істеу, бұл үлкен құрметке ие дүние. Құрметке ие дүние. Бірақ әлбетте біздің өзіміздің құндылықтарымыз бар, сол нәрсе сақталып, сол бағытта өсуіміз жөн шығар. Жақсы, егер бүгінгі енді шығарылымды осы жерден тоқтатып, осы хабарымызды келесі шығарылымда жалғастыратын болсақ, көрермендерімізге айтарымыз, біздің каналымызға тіркеліп, лайк қойып, пікір жазып, өзіңіздің достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі санды көру үшін міндетті түрде біздің каналымызға жазылып тіркеліп қойыңыздар. Көп рахмет.